қай миымен мына сорлы 200 миллион теңге тауып жүрген деп ойладым ше. Қолданатын әдісім ондай кісілерге бұл бетке айту, шапалақпен ұру, яғни ми ол мен айтам ғой, ең жалқау органдардың бірі да. Ал сол миды жұмыс істету үшін не істеу керек сонда? Организмде кортизол гормонының бөлінуін кішкене бәсеңдету керек болады. Күнделікті өзімізді басқарып жүрміз деп ойлаймыз. Негізінде бізді эмоциялар басқарады, нейрондар басқарады. Мотивация қуалаған адам, мотивация біткен күні өзі де бітеді. Ал мак карталармен жұмыс жасаған кезде адам өзінің нейронын өзі қарап отырады. Бұл картаның ерекшеліктері осы мак картаның кез келген картаны кез келген запросқа қолдануға болады. Кісіге проработка жасап беруден оңай нәрсе жоқ. Мен ол адамды емдеп отырған кезде өзім де емделіп отырамын ғой. Қайырлы кеш, қайырлы түн, қайырлы күн. Бүгін біздің кезекті номер 1 подкастымыздың ерекше қонағы өзін нейронның зергері деп таныстырып жүрген нейрокоуч Гүлнар Телғозы ханым келіп отыр. Келгеніңізге көп рахмет. Арнайы уақытыңызды бөліп біздің осындай жайлы, жылы студиямыздан көргенімізге қуаныштымыз. Маған осындай сенім артып, қызықты әңгіме айту үшін шақырғандарыңыз үшін рахмет. Шын мәнінде әңгіме өте қызықты өтеді деп ойлаймын. Себебі ми тақырыбы, нейрон тақырыбы, әсіресе нейронды программалау тақырыбы адамның бәріне қызық және қажетті дүние деп ойлаймын. Олай болса, бүгін нейрондар әлеміне бірге саяхат жасайық. Біз сізбен сөйлескенде адам жанының, жалпы адам миының құрылыстарына байланысты сөз қозғадық. Сол туралы тарқатып айтатын болсақ, мысалы, әлі адам жаны, адамның миы зерттеліп жатыр ғалымдардың тарапынан. Себебі бұл биологиялық бір машина сияқты көрінеді кейде адам. Сіздің ойыңыз қандай осыған байланысты? Биология баяғыда профессордың сөзі бар еді, айтқан лекция өткізіп тұрып. Биология деген бітпейтін, еш уақытта танылып толық қамтылмайтын ғылым, ал да зерттей бер деп. Сол сияқты өте жақсы айтып отырсыз. Адам биоробот дейміз, биомашина дейміз. Сол сияқты көрінеді емес, негізінде солай ғой, бір конвейер сияқты. Түбі жоқ, басы жоқ, соңы жоқ. Адам баласының тіршілігі тоқтамайды. Мен бұл тақырыпта мен өте ұзақ көп ой тарқатам. Үйде өзім жатқанда, бір жерде кетіп бара жатқанда, мысалы, әрдайым ойланам, егерде әлемде 8 миллиард адам болса, және ол адам ешқашан тоқтаусыз қайта-қайта дүниеге келіп, дүниеден өтіп, бірін-бірі алмастырып жатса, демек галактикадағы планеталарда адам сияқты күн біреу емес шығар деп ойлаймын да кейде. Айда біреу емес шығар, мүмкін жер планетасы да біреу ғана емес шығар біздің ойымыздағыдай. Мүмкін ол да адам сияқты бір конвейер сияқты ауысып дамып жатқан шығар деп ойлаймын кей кезде. Маған да ой салып қойдыңыз негізі. Ой бір толқытқан. Ол жайлы мен ойламаппын, шын айтқанда. Мен ойлаймын, сол енді кезінде бір нәрсені оқыдық, көрдік, содан бір пайда болған дүниелер шығар. Кейін ақтарылып ойдың бір мидың бір қатпарларынан шығып, мүмкін осылай шығар, бәлкім осылай шығар деп ойлатырмын. Себебі 18.000 ғалам деп айтады ғой, 18.000 ғаламда тек қана адам осылай өмір сүріп жатыр деген бір сенімсіз дүние сияқты. Бізден де бөлек айда да әлем бар, айдың арғы бетінде немесе Марста, жер бетінде 80 килограмм болсаң, Марста 40 килограммсың деген сияқты да бір әзілдер бар. Демек, басқа да тіршіліктер бар деген сөз. Ол енді үлкен тақырып, үлкен бір тылсым, космостық тақырыптардың бірі. Ал енді адамға оралсақ, ол адамда кейде топырақтан жаралдық қой енді. Біздің нанымдар бойынша топырақтан жаралдың, топыраққа барасың деп. Яғни Менделеевтің бүкіл кейде бізге витамин жетпей қалады адамға. Сол кезде сізге темір жетпейді екен деп айтқанда, бала кезде маған қызық болатын осы тақырып. Қалай темір жетпейді? Ол темір деген адамда бола ма дегендей балалық танымымда. Ал қазір ойлағанда адам сонда жердің бір бөлшегі ретінде жерден құралады да адам болып
жер басып жүреді, бірақ миы мүлдем басқа процестерді қабылдайды. Осы туралы пікіріңізді айтсаңыз. Мида шеберхана сияқты біздің бүкіл тіршілік тегі процестердің бәрі сол мида жасалып жатады. Біз білмейтін нейрондардан тұрады. Бұрын биология оқығанда мынандай болды. Қазір заман дамығаннан кейін соған сай ақпараттар да өсіп кетті. Яғни бұрын 3D болса, қазір 5D деген форматқа өтті ғой адам санасы. Миды біз ми деп қана білдік биологияда. Ал қазір мидың жаңағы нейрондары бар екенін, ол нейрондар өзара бір-бірімен байланыс құратынын, сондай дүниелерді адамдар әлі де зерттеп жатыр. Сіз осы тұрғыда көп ізденгеніңізді білем. Соңғы 15 жылдың тіпті одан да көп уақытта кітаптардан болсын, зерттеулерден болсын. Енді адамға нейрондар қалай әсер етеді? Біз күнделікті өзімізді басқарып жүрміз деп ойлаймыз. Негізінде бізді эмоциялар басқарады, нейрондар басқарады, гормондар басқарады деген пікірлер бар. Біз ойлаймыз ғой, сана билейді, сана басқарады. Я сана билейді, сана басқарады. Бірақ та санаға бағынбайтын процесс бар. Бұл біздің денемізде болып жатқан өзгерістер, құбылыстар. Мысалы, биологиямызға қарсы тұрып, қарттықты жеңу деген нәрсе жоқ та адам баласының бойында. Оны сен нейроныңды қанша дамыт, өсір, нейроныңды керемет перепрограммирование жаса, мен санам билейді, мен саналы адаммын, санам арқылы мен қарттықты жоям десең де, сен биологияң сен жеңіп тынады түбінде. Мысалышы, адам өзінің нейронын программалаған уақытта ген программалайды. Кейінгі жаңа эпигенетика деген ғылымда көп айтылып жүр бұл нәрсе. Мысалы, адам баласы ұзағы уақыт бір стресске ұшырайтын болса, сол кезде адамда жаңағы организмде гормон көтеріледі, кортизол. Үнемі бөлініп отырады, шамадан тыс. Негізі кортизол пайдалы гормон ғой. Былай бізді өліп қалудан немесе жаңағы жазатайым бір нәрсеге ұшырап қалудан сақтап тұратын гормон. Егер ол қалыпты жағдайда бөлініп отыратын болса, бірақ та адамның үздіксіз стресс күйі сол гормонның үздіксіз және көп мөлшерде бөліну, шамадан тыс бөлінуіне алып келеді. Ал кортизолдың ұзақ уақыт шамадан тыс үздіксіз бөлінді деген сөз сіздің генетикамызда белгілі бір сценарий жазылып жатыр деген сөз. Яғни стресстік сценарийлер. Мысалы, адамдар болады ғой, қанша өзімді өзгерткім келеді, қанша әрекеттендім, биттім, сөйттім, бірақ менде болмай жатыр дейді. Мен шамам келмей жатыр, осы нәрсені мен жеңе алмай жатырмын деген сияқты бір айтады адамдар. Неге айтады? Себебі жаңағы ол генде сақталып қалды. Яғни ол адамға ол процесс ұнаса да, ұнамаса да тән үйреніп қалады белгілі бір ситуацияларға. Соның қайталануын организм өзі требовать етеді, талап етіп отырады. Яғни ми, ол мен айтам ғой, ең жалқау органдардың бірі да. Ми деген ол артық энергия жұмсағысы келмейді, артық қызмет жасағысы келмейді. Ол өзінің үйренген шаблоны бойынша бұрын бөліп үйренген гормондарды сол таратып отыра бергісі келеді. Сондықтан адам белгілі бір нәрсені өзгертемін деген кезде, белгілі бір нәрсені мен қалаймын, мен соны жасаймын деген кезде, бұл да стресстік күйге алып келеді. Неге? Себебі ми үшін ол беймәлім әлем, бейтаныс әлем. Ми қорқады, мысалы. Ол айтады, қорғау керек. Мидың басты функциясы қорғау ғой адамды. Гүлнардың мына жақта бір жаңа арман пайда болды. Ол бізге таныс емес. Скоро біз өлейін деп жатырмыз. Давай, сол үшін бұның арманын былай өзі бітіп нете берсін, ойлай берсін, ойласа, бірақ мен оған энергия бөлгім келмейді. Шаблон бойынша бұрын қандай нейрондарды жұмыс етіп жүрдім, мен соларды іске асыра бергім келеді дейді, мысалшы. Сөйтті, сен қанша жаңа перепрограммирование жасаймын десең де, мен қанша өзгеремін десең де, ми алады да бұрынғыға ассоциативті басқа нейрондардың бұрынғы шаблондарын қозғай бастайды. Бұрын не бар, соны шығара бастайды. Шығара береді. Сен мысалы бүйтіп айтасыз, осы ертең мен осындай тренингке барам, өзгеру үшін мен ертеңнен бастап таңғы 5-те тұрамын дейсіз, бірақ та адам қауқарсыз болады, немесе міндетті түрде ауырып қалады, немесе баласына бірдеңе болып қалады, аяқ астынан үйіне қонақ келетін болып қалады, өзінің бір жері ауырып қалады деген сияқты. Әйтеуір бір жол түспейді жаңаға. Сол кезде көп адам былайша тасады, бұл белгі деп ойлайды. Бұл қандай да бір белгі, менің осы істі жасамауым керек екендігін білдіретін белгі деп түсінеді. Ешқандай да ондай белгі емес.
ми сол өзгеріс деген нәрсені стресс күйінде қабылдады, бұрынғы шаблондарды энергия жұмсамау үшін шығарып берді нейроннан. Адамда естественно жаңағы құбылыс пайда болады. Қазір сол деген сияқты бір кедергілер шығады. Өзімді көріп отырмын, сіз осыны айтқан кезде мен өзімді көріп отырмын. Қай жағынан? Мидың жалқаулығы. Осындай жасаймын деп ұйықтап жатар кезде барлық планды құрасың, бірақ жаңағыдай ертесіне жаңағыдай. Жоспарлағанда біз бір күнде 10-15 жоспар құрамыз негізі. Адам бәрін үлгерем деп ойлайды, негізі олай емес. Ми жалқаулығы сондай, оны жасамауға ертеңге қалдырайық. Сонда мен жалқау емеспін, мидың жалқаулығы болып тұр ғой сонда, да? Мидың жалқаулығы болғанда ми артық энергия шығындағысы келмейді. Себебі ода бәрі санаулы. Ал сол миды жұмыс істету үшін не істеу керек сонда? Өте күшті сұрақ. Сол миды кортизолдың, организмде кортизол гормонының бөлінуін кішкене бәсеңдету керек болады. Жақсы жұмыс істеткізу үшін миды. Ол үшін мимен келісесің. Сен бұдан қорықпа, мен түсінем, беймәлім. Кәдімгідей өзіңмен өзің отырасың да сөйлесесің. Беймәлім әлем сен үшін бейтаныс нәрсе екенін мен түсініп тұрмын, біліп тұрмын, қорқып тұрмын. Мен де қорқып тұрмын сен сияқты. Бірақ сен мен емес, мен сені басқарамын дәл қазір. Сондықтан да келісіп алайық екеуміз. Достасу керек, е? Достасасыз, келісесіз, мәмілеге келесіз, сөйтесіз да міндетті түрде миға бағыт беру керек. Егер сен миға ол сұрайды ғой, енді жарайды екеуміз келістік, енді мен қай бағытта жүрем, не істеймін енді мен деп сұраған кезде сен миға жол көрсетпесең, ол қайтадан бұрынғы шаблондарды көтереді. Түсіндіңіз ба? Ескі шаблонды алып келеді. Жоқ, сен бұған күш жұмсамай-ақ қой, давай біз бұрынғы үйренген страдальческий қалпымызға түсеміз да төсекте домалап жата берейік, дым істемей ұйықтап. Себебі миға сол қайғы, мұңдану, біз әдетте былай ғой, мұңайған кезде бір музыканы қосып аламыз да соны тыңдаймыз. Бір фильм болса соны көріп жылаймыз. Миға сондай сценарий ұнайды. Өйткені қуаныш гормондары, жаңағы благодарность, алғыс айту әлемге, оның бәрі вибрациясы өте жоғары. Әлемде сондай мынандай толқындар тудырады. Адам егер үнемі сондай толқында жүретін болса, жиілікте жүретін болса, Wi-Fi сияқты ғой біздің басымызда Wi-Fi тұр деп елестеткенде, біз жан-жағымызға сондай адамдарды тартамыз өзімізге қарай. Өзіміздің айналамыздан сондай волнадағы сондай удобно, адамдар жинала береді. Және сондай жайттар да жиналады. Бір стресске түсіп бір проблема болса, қарызға батқаннан кейін міндетті түрде жол, көлікте бірдеңе болады. Сондай бір-біріне сценарий кете береді. Осыны үзіп отыру керек, яғни кесіп отыру керек. Кесіп отырғанда сол жолды көрсетіп отыруың керексің. Миға, иә? Иә, ми сұрайды, мен түсіндім дейді, жарайды, екеуміз келістік, мен түсіндім, саған мынандай өзгеріс керек екен, мен түсіндім, енді ары қарай не істеуім керекпін деген кезде, сенде миға беретін дайын программа болу керек. Былай істейміз деген сияқты оған дайын направление. Яғни ми бұл бостықты жақсы көрмейді. Ол ми деген міндетті түрде толық жаңағыдай бүтін нәрсені жақсы көреді. Басы бар, соңы бар, аяқталған дүниені жақсы көреді. Сондықтан оған міндетті түрде біз направление беріп отыруымыз керекпіз. Қалай сен направление бересің, сенің нейрондарың әлсіз болса да бастапқыда әйтеуір бір күн тұрасың, екінші күн тұрмай қаласың ұйқыдан деген сияқты әрең не етіп жүріп, ілдалдалап жүріп, жаңағы нәрсені іске асыруға сен бір күні болмаса бір күн күш табасың. Неге? Себебі сен оған направлениені көрсетіп қойдың. Үзіп отыру керек деген сөз жаңағы ескі әдеттерді бастай бастаңыз, давай қазір ұйықтай тұр деген кезде жоқ. Давай ұйықтамай-ақ мынандай көрейік, попытаемся. Сосын өмірге әсіресе жаңағы әдетті өзгерту, перепрограммирование, нейропрограммирование деп жүрмін. Осы нәрселерді жасайтын кезде бұны бір ойынға айналдыру керек адамшы. Давай по приколу жасаймыз. Бүйтіп күтпеу керек та, қазір мен перепрограммирование жасап, мына әлемді өзгертіп, өзімді керемет трансформацияны өткізіп күшті боламын, ол қажет емес. Керісінше болса болады, болмаса болмайды. Давай прикольнемся. Жеңіл қарау керек та ситуацияға. А сізде күту деген, ожидание деген функция қосылған кезде нәтиже үшін алаңдайсың, уайымдайсың. Қайтадан сенің кортизол гормондарың өте жақсы оборот алып іске қосылады, көрдіңіз ба? Сол үшін күту деген нәрсені өшіреміз да. Мен бұл нәрсені өзгерткім келеді, осылай өзгерісті қалаймын, бірақ та бұны ойын деп қабылдаймын. Болса болды, болмаса болмады.
миға солай түсіндіріп қою керек. Менің ойымша миға түсіндіргенде бір мән болу керек сияқты миға. Себебі 5-те тұрып, адам 5-те тұрады ғой, 5-те тұрған кезде ешқандай да мазмұны жоқ болса, қайтадан ұйықтайсың, 5-15-те ұйықтап қалуына болады. Не үшін екенін білмесе, иә. Не үшін 5-те тұрып жатқанын, не үшін тіл үйренуде сондай ғой, мысалы. Тіл үйренуде менің ұстанымдарым бірі, ол қазір сөйлемеуім мүмкін, испан тілін үйреніп жатсам. Бүгін сөйлемеймін, ертең сөйлемеймін, сіздермен отырып қазір ол испанша сөйлемеймін ғой. Бірақ менің басты мақсатым бар, ол ертең Испанияға барған кезде, бір күні баратынымды білемін мен миымда. Испанияға барған кезде еркін, ол жақта ол тіл нағыз қажеттілік болатынын мен білемін. Сол үшін мен 5-те тұрып испан тілін үйренемін. Міне миға осындай задачалар, осындай тапсырмалар беріп отыру керек. Мен бұл мидың бір таңғажайып екенін білдім. Және білген кезде мынандай болды менде. Мысалы, ми көп сұрақ қояды жаңағы. 60 мың ой деген сөз, ол үнемі мидағы процестер айналып жатыр деген сөз. Біз оны білмейміз. Ми өзін өзі шаршатып жатыр. Таңертең оянды, ми көзіміз ашылғанда, мида оянғаннан кейін өзін өзі шаршатып жатыр. 1000 сұрақ келді. 1000 сұраққа ешқандай біз жауап бермейміз, кері байланыс. Сол кезде мен бір күні мидың сұрақтарынан өзім де шаршап кетті, денем де шаршады, өзім де шаршадым. Содан айттым миға, билет алынды, мысалы, мына жұмыс жасалды, мынау жасалды. Сол кезде ми тынышталды. Яғни ми сенен күнде сұрақ сұрайды, сен оған жауап бермегенде шаршайсың, одан кейін кортизол бөлінеді, жаңағы айналып келіп кортизолға келеміз. Ондай жерде ешқандай да бақытта, мотивацияда біз күнделікті айтып жүрген жаңағыдай алға ұмтылу керек. Мен бүгін мына жұмысты істеймін деген мотивация адамда болмайды. Өйткені ми ояна сап шаршап қалған. 9-да оянып, сағат 11-де ми уже заряды бітіп, былайша айтқанда 5%-ке түсіп қалды деген. Маған солай көрінеді мидың қызметі. Жалпы мотивация деген былай жоқ нәрсе ғой. Ол мотивация қуалаған адам мотивация біткен күні өзі де бітеді, тынады. Ол мотивация деген уақытша ғана нәрсе да. Сен бүйтіп адреналин көтеріп жібереді да. Мен осыны жасаймын дегізеді да. Сосын сен басылып қаласың. Мотивация деген сол, мысалы ше. Сол үшін адам маған мотивация керек, осыны істеуім үшін мен мотивация іздеймін деп емес, стратегиялық көзқараспен қарау керек сияқты бір нәрсені жасаймын деген уақытта ше, өзгертемін деген уақытта. Яғни осыны үздіксіз мен жасаймын, мотивация болсын болмасын ақырындап жасай беремін. Нәтиже болсын болмасын мен ақырындап кішкентай қадамдармен мен алдыға жүре беремін деп. Мотивация іздеген адам міндетті түрде сөнеді, сол мотивация біткен жерде қалады. Нейрон пайдасыз болып шықты, иә, сонымен? Неге пайдасыз? Нейрон не пайдасы бар? Нейрон пайдасы бар ғой. Бағыт көрсетсең, сол бағытты қуалап саған керек нәрсенің бәрін алдыңа келтіреді. Біз айттық, дене басқарады дедік бізді. Бірақ нейрон дененің бір бөлшегі. Ми басқара ма, бізді дене басқара ма? Екеуі де басқарады. Ми дененің бір бөлшегі ғой, көрдіңіз бе? Ми денеге сигнал беріп отырады. Мысалы, адам баласы тамақ жейтін кезде, ол ана жақта көргеннен бастап, көзбен глазной контакт болғаннан бастап, организмде процесс жүріп жатады. Ми сигнал бере бастайды. Гүлнар мына жерде жаңғаққа қарап отыр, жаңғақ қатты, қазір асқазан қорыту үшін мынандай мөлшерде сөл бөліну керек, мынандай мөлшерде гормон фермент бөліну керек деген сияқты информация кетеді. Саусақтың ұшында түрлі рецепторлар бар, сен ұстаған кезде ол бекітеді, фиксация жасайды миші. Так, ішіңе тамақ точно бара жатыр, қазір дайын бол деген сияқты, түсінесіз ба? Мысалы, қант болған кезде ми айтады, май қабаттарына жинау керек, гормон бөліну керек, көбірек, қауіпті нендеп жатыр организмге деген сияқты. Ми сигнал береді, дене сол сигналға реакция береді. Мысалы, қазір соның бәрін айтып отырып, сіз соның бәрін ойлап отырсыз, иә? Солай шығар. Мидың қызметі дегенім ғой. Бір оймен тоқтап қалмайды, ол жан жақта жұмыс істеп тұрады ғой, сонда, иә? Жағында ойлап тұрсың, мына жақта сөйлеп жатырсың, тағы келесі дүниені ойлап тұрасың. Машина жүргізесіз күнделікті қалыпты жағдайда, иә? Сол кезде сіздің миыңыз қалай жұмыс істейді? Өзіңіз қазір бейнелеп айтып беріңізші. Мен машина жүргізбеймін.
мысалы таңертең ойың бәрі баланы мектепке тасу ғой, жаңағы мектепке апарып келу. Ал келгендегі дүниені ойлап тұрасың уже қазір. Мынандай жасау керек. Ал рөлде кезде сіз емес, миыңыз басқарып отырады ғой бәрін. Автоматты түрде. Иә. Ол сіз машинаны жүргізуді үйренген жылдары қалыптасты сіздің миыңызда. Нейрон болып бекіді. Сіз қазір отырғанда айнаға қарайсыз, жаңағындай жанындағы машиналарға қарайсыз. Оның бәрі сізде машықтанып кеткен, уже өскен нейрондар. Гүлнар, ол автоматты түрде болып жатыр. Ми басқа жақта, бірақ көзбен көріп жатсың оның бәрін. Ойымыз басқа нәрселерді ойлап, бала шағаны ойлайсыз. Иә, ойдың бәрі басқа жақта жүреді да, бірақ соны көріп отырасың. Бұрылатын кезде мына жағыңды қарайсың, бірақ ойдың бәрі басқа жақта тұрады. Бір нәрсені мысалы ойлап келе жатасың да, діттеген жеріңе жетіп қоясың. Не болмаса ылғи жұмысқа барып, жұмысқа келіп жүрген адамдар бір жолмен жүретінші, көлік айдаған кезде базарға бару керек болады бір күн іші. Бірақ ол базарға емес, жұмыс орнына барып алады. Неге? Автоматты түрде сен ойың бөлінді, ми ана жерге алып барды сені. Қорған, себебі о жақ қауіпсіз орны. Үйреншікті ғой. Үйреншікті. Қандай нәрсе үйреншікті, оны ми қауіпсіз деп таниды, тіпті ол қауіпті жағдай болса да. Адам не үшін жаңағыдай зиян нәрселерге құмартады, одан шыға алмайды. Қоя алмайды, мысалы ше, зиян әдеттерін. Себебі дене үйреніп қалады. Дене үйренеді, бұл бізге үйреншікті әдет. Гүлнар осыған үйренген. Демек Гүлнарға оны өзгертудің түк те қажеті жоқ дейді, сол жаққа қарай бөле береді керек нәрсені, көрдіңіз ба? Мысалы, шетелге шығу туралы мен көп насихаттаймын. Сол кезде көпшілік адам бас тартады. Ең бірінші жауабы жоқ. Керек емес, осы жақта болады. Осындай бізде де бар ғой баратын жерлер деген сияқты сылтау бір жағынан себептері. Менің ойымша бірақ барғысы келеді. Сол жанының бір тереңінде бәрібір де көргісі келеді ғой адам ғажайыптарын әлемнің. Бірақ қорқа ма, әлде миы сондай сигнал бере ма, ол жақ қауіпсіз жер, қауіпті жер деген секілді. Ми өзі танымайтын нәрсенің бәрін қауіпті деп түсінеді. Ол сенің организмің үшін, сенің өмірің үшін пайдалы, керек зат болса да, сен мына дүниені мен өміріме енгізгім келеді, осы керемет нәрсе екен, осылай өзгергім келеді десең де, ми сені ол жаққа оңайлықпен апармайды, себебі ми ол жаққа барып үйренбеген бұрын, көрдіңіз ба? Яғни сенің денең ол қорқыныштың бәрі сонда мидан болып тұр ғой, мидан көреміз ғой. Ол халдерді денең өткеріп көрмеген, дене сенбейді. Дене сенген уақытта кез келген арман орындалады. Мысалы, Ньютонның бір сөзі бар, қатты әсер етті маған. Себебі бір рет ол ақылды айтады да, ақыл деген сол мидың ішіндегі көрінбейтін дүние ғой. Ақыл бір рет өзінің арнасынан, мысалы, мынаның сыртынан шығып кеткен кезде қайтып бұл жерге оралмайды дейді. Бұдан да кеңістікке ұша береді. Жаңағы біз айтып отырған шетел болсын, немесе жаңа дүние, кез келген, мысалы, мотоциклға қызығып жүрген адам соны үйренуге барған болса, миында басқа кеңістік ашылды деген сөз. Сонда ми сенеді, біздің қолымыздан бірдеңе келеді екен ғой, онда келесі жолы бұдан да үлкен дүниені үйреніп алайын деген сияқты. Осындай сенімдер, мидағы сіз айтып отырған программалар, ол бала кезден кейбір адамдар ата-аналарда болсын, балаларда болсын айтады, сен қолыңнан келмейді, бастамай қой оны. Бір рет айтылады, 4 рет айтылғаннан кейін адам келесі жол ол дүниені бастамайтын болады. Осыған көзқарасыңыз қандай? Ол кішкентайдан миға құйғаннан деп тұрсың ба сонда? Сондай сұрақ па? Иә, типичная проекция, қазіргі айтып отырған дүние. Бұл адам бөтен өзіне жат проекцияларды өзімдікі деп ойлап, сол жол бойынша кетіп қалады. Біреудің салып берген сүрлеуі бойынша өмір сүреді. Ол не үшін семья құрып жатқанын да білмейді, мысалы ше. Білмейді болғанда былай әке-шешемнің үмітін ақтаймын, ана көз тірісінде немере сүйсін деген сияқты бір себептері болады. Бірақ та ол адамның ішкі жаңғалауы болмауы мүмкін да. Неге олай ойлайды? Себебі оған когда-то айтылды. Жаңағы мен көзім тірі кезінде сен үйленгенді көріп кетсем арман жоқ дейді әке-шешесі отырады да балаға. Бала не істейді? Бітті әке-шешенің проекциясымен өмір сүре бастайды. Яғни әке-шеше үшін үйленеді, әке-шеше үшін отбасын құрады, әке-шеше үшін ерте жаңа балалы болады деген сияқты. Бірақ ол өзіне қажет емес болуы мүмкін сол кезеңде ше. Сырттан келген проекцияның күшімен болмауы да мүмкін. Көбінесе солай. Ол енді былай наугат үйленген сияқты ғой. Мысалы, кейде бақытты болып кетеді ондай жағдайда, ал кейде
өмір бойы өкініп, ішінде өкініп оның жүруі бәріне мүмкін. 100% сондай екен деп те қарауға болмайды ғой мысалы. Әрине болмайды. Мгм. Бір жағынан енді бұған кішкене басқаша жағынан да қарауға болады. Әлемде баланс заңы деген нәрсе бар да. Баланс заңы деген енді түсінікті ғой кез келген адамға, бірақ не үшін жаңағындай ситуациялар болып жатады өмірде? Проекция дейміз, анау дейміз, себебін нейрон дейміз, мысалы ше, түрлі нәрседен біз себебін тапқымыз келеді. Дегенмен адам баласының тіршілік ету процесіне қажетті балансты жасау үшін кейбір адамдар сондай нәрселерге ұшырауы да керек сияқты. Дұрыс па? Мысалы, әлемде жаман да, жақсы да жоқ дейміз ғой. Біз өзіміз баға беріп қойғанбыз да. Мысалы, біреу ауырып қалса, ол жаман, біреу қайтыс болса, ол міндетті түрде ауыр хал, жаңағыдай қиын адам басына өткеруге депші. Ал бірақ ол өмірде керек нәрселер ғой. Ауру да керек. Тепе-теңдік болу үшін әлемде сол заң сақталу керек. Біреудің ауруы арқылы өзіне сабақ алуы мүмкін. Біреудің қателігі арқылы өзіне деп бір ой санасы ашылуы мүмкін. Яғни керек дүниелер өздігімен іске асып жатады. Сосын біз айтамыз ғой, жаңа мен энергиямды бермеуім керекпін, энергиямды сақтау үшін мен өзімнен төмен тартатын адамдармен араласпауым керекпін деп сөйтіп жатады да. Бұл да жаңағы дененің біздің санамыздан бұрын денеміздің билеп кететін сияқты нәрсе деп ойлаймын мен. Себебі әлемде энергия деген нәрсе бар. Сен қаласаң да, қаламасаң да жаңағы әлемдік баланс заңы дұрыс тепе-теңдікте орнап тұру үшін сен кей жағдайда энергияңды біреуге шашуың керек боласың. Біреу оны карма дейді, біреу оны жаңағы тектік программалар деп айтады. Әркім әртүрлі себепті алға тартады. Қандай себепті алға тартса да, бұл баланс заңы іске асып энергия дегенде қандай, ол ақшалай энергия ма, қай энергияны айтып отырғанымыз қызық болып. Әр жағынан. Мысалы, біреулер қарызға батып жатады, күтпеген жерден қарызға кетеді, ол қарызға батады, біреу дұрыс айтып отырсыз. Біреу денсаулық арқылы өтейді белгілі бір нәрсені. Өтеу деген бойынша біреу өзінің өмірі арқылы, біреу өзінің қымбат дүниесі арқылы, енді әркім әртүрлі. Өтеу дегенге байланысты бір мысал айта кетейін, енді ақыр тілге тиек болып оралып жатыр. Мысалы, маған қабылдауыма бір кісі келді да, әйел адам. Ол кісінің жасы қазір 60-та. Өмірінің ең жаңа қайнап тұрған керемет әдемі кезеңін құрылысшы болып істеген екен. Өмір бақи құрылысшы болып баласын асыраған, бала-шағасын, күйеуі болған, отбасы болған, басында сондай жақсы семья болған. Бірақ әйел кісі жаңағы құрылыс саласында жүріп ішкілікке салмады. Жұмыс ауыр, анау дейді, бригадамен деп жүріп, жаңағыдай өзі байқамай қалады, ішкілікке салынып кеткенін. Сөйтеді да өмірінің ең кереметті уақытының бәрін араққа жібереді. Араққа жұмсайды, ол араққа жұмсағанда да ол кісі белая горячка дейді, сондаймен ауырады екен. Ол тыныш ішпейді екен. Әйел болса да, айналасының бәрін қиратып, бала-шағасының бәрін тепкіге жығып, күйеуі шыдамай ажырасып кетеді. Екі баламен өзі қалады әйел. Сонда бала бір жақта, өзі бір жақта ләйліп жүріп, әйтеуір бірдеңе қылып жүріп, уақыты өтеді жаңағы өмірі әйелдің. Бірақ бала-шағада не болмайды, маза болмайды. Береке жоқ қой енді. Береке жоқ, ол бір ішіп кетіп үйінде болмаған әйелдің берекесіздігі емес, бұл балаларын ұрған ғой, жақсылап тұрып сабайды. Ішіп келеді да баладан алады екен үшін. Сен әкеңе ұқсағансың, әкеңе тартқансың, иттің баласы осындай деп балаларын балағаттап ұрып отырған. Сөйтіп күндердің күнінде жасы 50-ден асқан шағында, өзінің айтысы бойынша, сол кісінің 50-ден асқан шағында бұл кісінің несіне келеді, санасына. Балалар өсіп қалды, давай арақты қояйын мен деп өздігінен қанша ақыл айтылды дейді оған дейінші. Бүкіл туысқан мен жиналысқа салатын дейді. Бірақ мен ешкімге қарамайтын шебереттімін дейді. Сосын өзім санам бір ашылып кетті да, бір нәрсе оянды да, ішімнен мен арағымды қойдым дейді. Соны қазір жасым 60-қа келді. Бірақ бала-шағаммен ара қатынасым дұрыс емес деп маған сол себеппен келіп отыр енді. Соны орнына келтіргім келеді дейді. Бірақ мен бұл жерде айтқым келіп отырған дүние баланс, өтеуі бар деп отырмыз ғой. Мен осы жерде бір заңдылықты түсініп қалдым. Ол әйел кісі мысалы өзінің отбасына керекті уют дейміз ғой, берекені бере алмады да, жасай алмады. Бірақ қарап отырсам, ол әйелдің қолы тимеген Алматы қаласында ғимарат жоқ екен.
ең зәулім күшті ғимараттарды салуға басқа көмектескен. миссиясы болды дейсіз ғой. Яғни басқа миссия дегенде миссиясы да Отбасы да басқа емес. болмаса да. Ол өзінің отбасын жылулық беріп жылыта алмаса да, үйінде комфорт жасай алмаса да, бұл бүкіл қалаға комфорт жасап берген әйел екен. Қарап отырсам ше. Басқа адамдардың үйін салып берген, ремонтын жасап берген, қолын керемет шебер дейді. Жұмыстарымен бөлісті маған көрсетіп. Сонда тамсанасың анан жұмысына қарап отырып, нағыз шебер, шынымен талант. Көрдіңіз ба? Яғни ол өзінің отбасына бере алмады. Бір адамдар ол кісіні жазғырып, ренжіп, жерден алып жерге тығып, оңбаған баласын құртты, бүйтті сөйтті, қазір енді жүр 60-қа келгенде шағында деп бүкіл туысқаны тілдейді екен. Бірақ басқа қырынан қарасаң, ол өзінің семьясында жасай алмаған нәрсені халық үшін ана жақта басқа бір немен жасап жатыр. Өтеп жатыр. 60 жаста ол кеш емес пе? Түсінгенмен де ештеңе өтіп кеткен уақыт, өтіп кеткен ғұмыр бір адамның. Кеш емес деп ойлаймын. Егер де біз білмейміз ғой адам баласы қаншалықты өмір сүретінін және қай кезде қалай ішкі халі өзгеріп отыратынына біз жауап бере алмаймыз. Егер де ол кісінің жасы тіпті 60-та деп ойлаған күннің өзінде Алла тағала егер де ұзағырақ ғұмыр берсе, айталық 20 жыл тағы да ғұмыр берсе, 20 жыл деген ол да бір ғұмыр. Енді біз тақырыбымыз осы адамның қылықтарына, жаңағыдай жаман қасиеттеріне ұласып жатыр ғой. Ол жаман дегенде тырнақшаның ішіндегі. Оны адамдар қойып алған арақ ішкен жаман, темекі тартқан жаман, бірақ әлемде басқа бір кеңістіктерде ол норма болып саналады. Енді мен үндеп отырған жоқпын, бәрін темекі тартсын, ішімдік ішсін деп. Дегенмен де біз қойып алған бір жаман, жақсы деген ұғымдар бар. Саналатын адам. Европа елдерінде мысалы темекі тарту әйел адам үшін де, ер адам үшін де норма саналады. Сол сияқты. Сол секілді енді бұл жағымсыз қасиеттер адамның бойындағы әдеттер ғой, былай айтқанда. Нәпсісін жеңе алмады деп те айтады біреулер. Мысалы ойын құмарлыққа келетін болсақ, бұл да бір мидың жаңағы өзінің комфортына үйренгенінен шыға алмауы ма, әлде шын мәнінде нәпсінің жеңуі ма? Ойынға берілуі, адамның сол шын жырдың ішінен шыға алмауы қандай? Нейробиологияда бұл қандай көрініс? Нақты нейробиологияда мынандай, нәпс тұрғысында осындай деп мен айта алмаймын. Енді нәпсісіне қатты ие болып, нәпсісін керемет басқарған кім бар екен білмеймін, пайғамбарлар болмаса. Дегенмен бұл нәрсені мидың үйреншікті халі ретінде қарастыруға болады. Зиян болса да айналасына, өзіне, өз өміріне, айналасындағы адамдарына зиян шектіріп, жапа шектіріп жатса да, бұл сол адамның үйреншікті халі болып қалған. Зона комфортасы. Зиян болса да соның комфорт зонасы. Ми сол шаблонға қуалап салып отырады. Сізге келетін адамдар, жаңағы терапияға келетін, әртүрлі сұрақпен, әртүрлі мәселемен келеді ғой. Бұрын психологқа бару, жалпы өзіңді тану дүниесі жабық болды деп ойлаймын. 10 жыл, 15 жыл көлемінде адам өзін зерттеген жоқ, тек қана осы материалдық байлыққа, үйім болса, машинам болса, мен бақыттымын деп ойлаған кездер болды. Ал қазір адамдар бір сұраққа жауап таппай бара жатса, білетін адамдарға барайын деп сол жаққа ұмтылады. Жақсы өзгеріс деп ойлаймын. Енді ол сіз осы тұрғыдан көптеген терапияларға адамдар қабылдайсыз. Сол кезде болатын ең әсерлі күйіңізбен бөліссеңіз, мысалы біреудің проблемасын тыңдаған, тегін тыңдаған әрине дұрыс емес, енді ақшалай терапиядан өткен кезде сіз де сол күйге түсіп кетпейсіз бе мимен дегендей. Ол қалай жүреді сізде? Маған бір қыз бала келді, сол кезде ол кісі айтты, сіздің алдыңызда дәл осы сұрақты қойып, бір атақты психологтың атын айтты. Диплом бар, кәдімгі аты шыққан, сондай кісіге барып едім. Ол кісі менің энергиямның бәрін ластап, быт-шытын шығардың деп менен 150 000 теңге алып дейді приемға. Мені емдемек түгілі өзім иттерімді басыма қаптап қуып шықты деді. Яғни ана кісі ренжіген сонда, психолог кісі, менің энергиямды ластап кеттің, аурамды бүлдіріп кеттің, кет деген ғой енді. Сізді де сөйте ма деп қорқып келдім дейді. Маған кісіге проработка жасап беруден оңай нәрсе жоқ.
Адамға терапияны былай шырт дегізіп жасап беруден оңай нәрсе жоқ мен үшін. Сондықтан мен бұл нәрседен қиналмаймын. Ауырам бүлінді, энергиям өстіп ағып кетті дей алмаймын, себебі мен оны жанымның қалауымен жасаймын. Бұл жерде бір құпия бар. Мен ол адамды емдеп отырған кезде, көп адам бұл туралы айтпауға тырысады, мамандар әсіресе. Мен ол адамды емдеп отырған кезде өзім де емделіп отырамын ғой. Және оның үстінен мен ақша алып отырамын ғой. Көрдіңіз ба? Екі жақты рахаты бар. Өзің де емделесің, соның проблемасы арқылы. Соның проблемасын шешіп беру арқылы, жолдарын табу арқылы. Және ақша да аласың қызметің үшін көрсеткен. Ең әсерлі сәт деген бұл мен адам проблемасымен келеді, мысалы. Сол кезде кейбір адамдар болады, мен қорқам. Запростарынан қорқам кәдімгідей ше. Мысалы, түсінікті болу үшін айтайын, айына 182 миллион ба, әлде 128 ба, осы екі цифраны мен шатастырам. 200 миллион деп былай алайықшы, дөңгелектеп. Айына 200 миллион теңге обороты бар маған ер адам келеді қабылдауыма. Сол кезде мен ана кісіге қарадым да бүйтіп ойладым. Ойбай, блядь, мен қалай емдеймін? Мен өмірімде 42 жыл жасыма ұстап көрмеген ақшам ғой, 200 миллион деген. Қандай мимен келіп отыр мынау масқара, мен айына 200 миллион табатын адам, иә. Мен қорықтым. Себебі мен шын мәнінде ол ақшаны өзім тауып көрмегенмін өмір бақи. Бірақ мен ішімнен сондай қорқыныш болған кезде ылғи сұраймын. Гүлнар, сен мына адамды атып ұра аласың ба, атып ұра алмайсың ба деп ішімнен сұрақ қоямын өзіме. Сол кезде ішімдегі маған бір Гүлнарым айтады. Сен мынаны қоя сал, шамаң келмейді дейді, не болмаса атып ұрам давай дейді. Жаңа кісі келген кезде мен қорықтым, ана ақшаның суммасынан. Ол масштабқа шыққым келді, одан да көп ақша тапқым келеді дейді да маған. Саған келген адам ақша табады екен, маған да көмектес дейді да. Сосын отырдым да, мынаның нейронын дәлдеп түсіре аласың ба, түсіре алмайсың ба деп сөйтіп едім, ішімнен түсіре аламын деді. Сосын алдым да сөйлестім, 2 сағат проработкасын жасадым, терапиясын бердім. Сол 2 сағаттың ішінде менің жаңағы сұрағым былай астына төңкерілді ғой. Терапияның соңында мен ол кісіге қарап бүйтіп отырдым да, қай миымен мына сорлы 200 миллион теңге тауып жүрген деп ойладым ше. Қалай тапты деп па? Қалай мынау тапты ол ақшаны деп ше. Мен басында одан қорықтым ғой. Өзім тауып көрмеген ақшаны не деп айтамын мынаған деп ше. Сен көрдіңіз ба, ең ләззатты сәт сондай проблемамен келген адамның нақты нейронын ұстап алып, оны былай ширатылып тұрған дүние болса, қайтадан орнына келтіріп, бағана әңгіме кезінде айтып едім ғой, перепрограммирование деген нәрсе, яғни триггерға оның реакциясын өзгертіп жіберу. Сол менің қолымнан келген уақытта ты это смогла деп өзіме мәз боламын. Сосын ең ләззатты сәт терапия кезінде, проработка кезінде мен үшін әртүрлі мамандар бар, әркімге әртүрлі болуы мүмкін, бірақ мен үшін ол жаңағы менің нейроным үздіксіз жұмыс істеп отырады. Алдыма адам келген кезде улавливать етіп отырамын, антенна сияқты жұмыс істейді. Мынау тоқтамайды ше, мысалы. Сол кезде ана атып түсіріп отырамын. Керек нейрон ше. Өз дене несінен, қалпынан, сөзінен жаңа нәрсені біліп қоямын. Соны ұстап алған кезде маған күшті болады. Рахат аламын мен. Я смогла, мен білдім мынаны, мен ары қарата уже болды. Терапияда келген адамды бірден сөйлетесіз бе, әлде басқа бір тәсілдеріңіз бар ма? Бірден сөйлетем. Мен сөз арқылы табам. Адамның ауруын сөз арқылы басам. Бірақ алдыма келген адамды сөзден бұрын жаңағы жест дейді ғой, жестикуляциясынан мен түсіне қоямын. Примерно мына адамда мынандай бар. Зажаты екенін көріп қоямын, мысалы, денесінің кейбір тұстарында зажимдары бар екенін қарап отырамын. Мынаның жамбасы қатып қалған, мына жер қатып қалған деген сияқты ше. Оның бәрі сөйлейді, яғни денеде. Денеде сөйлейді. Мен осындай бір кітап оқыдым жақында ғана. Ол түріктерде айтады, сол дене тілі дейді ғой. Дене тілі бізден бұрын сөйлейді екен. Біз кірген бөлмеде дене, сізге мен қарап тұрсам, сіздің денеңіз маған сіз туралы бүкіл ақпаратты береді. Себебі менің де миым жұмыс істеп тұрады, сізге қараған кезде бірден скан жасаймын, мынандай адам қауіпті адам, немесе аңқаулау екен деген сияқты ми бірден маған сигнал береді. Бұл енді әлемде қазір трендке айналған ілімнің бір түрі ғой, дене тілі. Ол жаңағы жабық отыру, немесе суретке түскенде болсын, бұл позаны барлық жаңағы биліктегі адамдар, бизнесмендер қолдануы мүмкін. Бірақ бұның бәрі жаңағы ми басқарып отыратын сияқты денені бұл жағдайларда.
Вот в том-то и дело, именно осы дене сөйлеген кезде ми басқарылмайды ғой. Мидың қалыбынан шығып кетеді ғой дене. Мысалы, миың санаң бүйтіп айтады. Агрессивті мінез көрсететін, агрессивті эмоция көрсеткен адамның дене жаңағы жестикуляциясын мысалы алатын болсақ, ол түсінеді. Агрессор адам мысалы ашуланған кезде артынан кейін ойланады бәрібір де ше. Ой, ұят болды ғой, келесі жолы сондай нәрсеге ашуланбайыншы, қойшы құрсын, бүйтпейінші, келесі жолы сөйтпейінші, артық сөйлемейші. Жоқ, ол өзін түсінеді, осознавать етеді, сосын келесі жолы ол өзін барынша ұстайды. Миымен басқарам деп ойлайды. Бірақ анау ашу ыза кернеген кезде ол адам денесі бәрібір сөйлейді. Мысалы, байқағансыздар ма? Адам ашуланады, ызаланады, сөйлемейді саған, ештеңе артық көрсетпейді, бірақ бәрібір де оның бір жер діріл қағуы мүмкін, денесімен былай бұрылуы мүмкін деген сияқты. Оның артынан қарап тұрсаң, арқасының өзі бір сұсты болып тұруы мүмкін ол адамның ше. Денені сөйлеу осы, яғни ми бұл жерде әлсіздеу болып келеді керісінше. Сосын мынандай бір адамның типтері бар. Бүкіл эмоциясын шығармайды, бетінде түк эмоция жоқ, денесінде де білінбеуі мүмкін, бәрін ішіне сақтайды. Түр бермейді дейді ғой, қазақта айтады, түрін мүлдем көрсетпейді. Бұл адам, мен өзім эмоционалды адам ретінде қуанғанда кәдімгідей қуанам, таң қалсам таң қалам, таң қалдырмаса айтам, таң қалмадым. Андай көңілге қарау бар, бірақ көп жағдайда мен көңілге қарағанда да әділдікті айтқанды ұнатам. Сондықтан маған ол эмоциялар оңай. Ал кейбір адамдардың эмоциясы мүлдем жүзінде жоқ. Бұндай адамдар ішіне жинай бергеннен нәтижесі не болуы мүмкін? Осы эмоцияны ішке жинап, мүлде бетте эмоция жоқ деген сөз, бұл қауіпті адам деген бе, әлде бұл қандай адам? Ол адам қауіптіден бұрын жұмбақ болуы мүмкін. Себебі сен біле алмайсың ғой, не істеп тұрған, не қылап тұрған, не дейтінін білмейсің, күтпейсің ештеңе одан ше, білмейсің не күту керек екен. Яғни бұл жерде өзінің эмоциясын көрсетпейтін, барынша жасырып ұстайтын адамды бір тарапта екі жүзді деуге болады. Себебі қуанып тұрса да оның беті міз бақпайды, қайғырып тұрса да ол міз бақпай тұрады ше. Сен біле алмайсың не ойлап жатқанын. Бір тараптан екі жүзділік емес, ол эмоциясын өте мықты басқара алған адам ретінде қарастыруға болады. Мысалы, бұл маған өте жақын тақырып, әсіресе эмоцияны білдірмеу, міз бақпау деген ше. Бұл менің ішімдегі бір сущность, өмір сүріп жатқан, жаңағы ішімдегі қуанышты да, қайғылы да, сәтті мен ешкімге білдірмеуім керекпін деген менде программа болған сондай. Қазір енді ол программа жоқ, түбегейлі жойылды деп айтамаймын, оның да іске қосылып кететін кездері болады. Бірақ мен сондай қуанышымды да, қайғымды да ешкімге білдірмей, бар жоғымды білдірмей, сондай өзімді қатты ұстай алған адаммын. Оның бір травмалық себебі бар. Кішкентай кезімде мен шалкемпірдің қолында өстім. Сол кісілер жаңа өзінің әке-шешесін көргенде, шіркін ая, әке-шешесі менен жақын екен ғой деген сияқты бір сыни сондай естігеннен кейін, ойбай деп жаңағы басылып, білдірмейін қуанғанымды деген сияқты. Қуанғанын білдірмеген сөз, ол сен мұңайғаныңды да білдірмейсің айналаңа. Мен бұл нәрсені травма екен деп емдедім уақытында ше. Эмоцияңды ашып көрсеткен күшті ғой деген сияқты. Ол нәрсеге қол жеткіздім. Бірақ түбінде оның травма ретінде маған қатты зиянын тигізбегенін түсіндім. Яғни керек жерінде мен жақсы қолданғам ғой. Эмоциясыздықты. Сіз ол кезде қолданған емес, қорғанғансыз ғой негізі. Себебі үлкендердің сондай қысымы болды, сіз қорғану үшін эмоцияңызды бастыңыз. Ал өскеннен кейін көп адам осы травмалар түсінбей кететін секілді. Себебі травма деп те ойламайды, сонымен бірге өмір сүре береді, сол қалыпты жағдай ретінде. Бала кезде қорғаныш болды, бұл қорғаныш қызметін атқарды, иә, бала кезде. Кейін мен есейген шақта, ересек болған кезде ол нәрсенің маған үлкен көмегі тиді. Жұмыста жүргенде мысалы. Сол жағынан алып қарап отырсыз, мүмкін ол басқа біреулерге сіз соны жеңе білдіңіз, жеңе алмайтындар да бар. Сол екі жағы да бар, көрдіңіз бе? Біреу үшін бұл екі жүзділік, мен үшін ол екі жүзділік болды травма ретінде таныған кезде. Өмір бақи мен сонда осы жасқа дейін эмоциямды көрсете алмағаным ба, қорқып өмір сүрдім ба, мен сондай екі жүзді болдым ба деген нәрсе болды да, мен ішімде сондай бір уайым болды. Жеккөрініш болды. Өзім толық проявлять ете алмадым, керек жерінде мен көрсете алмадым
деген сияқты нәрселер болды. Былай қарап тұрсам бұның да бір даналығы бар екен. Мүмкін сол сіз соны біліміңізбен жеңдіңіз да, сіз сондай жолдасыз, а оны жеңе алмағандар да көп. Мысалы, білемін да, оны да жеңе алмағандар көп та. Бірақ бұл жерде соны ойлап отырмын. Мысалы деймін да, жеңе алмай кеткендер де көп. Оны травма деп қабылдап, ішінде сол бойы қалып қойды. Яғни оның пайдалы жағын өзіне бүйтіп ала алмады деп отырсыз ғой. Иә, бірақ енді ол адамға солай болу керек болған шығар. Ол да керек нәрсе шығар. Оны біз жаман, өзгеріс жақсы деп айта алмаймыз ғой, баға бере алмаймыз. Сол адам үшін сол мезетте керек нәрсе болған болды. Өзіне керек болды сондай. Сізге терапияға келгенде адам бірден ашылмайтын адамдар бар. Мысалы, эмоцияға келгенде тіпті ұстатпауға өзінің нейрондарын жаңағы. Сосын ішімдегін тап деп отыратын адамдар бар өмірде. Мен өзім көп жолған. Ал көрейін, мықты ма екенсің, ішімдегін тап, өзіңді дәлелдеш деп отыратын адамдар бар. Немесе бойсынып келетіндер бар. Осы мен жаным демдеуге келдім, не айтар екен шынымен де деп, шын көңілмен. Оны да бірден байқайсыз ба? Бірден байқаймын, және мен ондайды шыдап, төзіп, ол адаммен айлакерлік жасап, мен бұны бүйтіп қазір нетіп аламын деп бүйтіп отырмын, бірден бетіне айтам. Бірден бетіне айтам, ашам, маскасын шешем, содан кейін барып жұмыс істеймін. Себебі ол маскамен отырған кезде оған ешқандай ем қонбайды ғой. Сен қандай метод қолдан, оны қалай ашам деп тұрыс, ол не қылмайды. Менің жаңағы қолданатын әдісім ондай кісілерге ол бетке айту, шапалақпен ұру, бірден сөз арқылы жаңағы мысалы, бірден оятып алу, сілкіп алу. Мен мәймін келіп, әкем, көкем, давай сен бүгін мынандай істейік, өйтіп алдап, өйтіп оның да уақытын алмаймын, өзім де уақытымды алмаймын, бірден шапалақты беремін. Сіздің терапияларыңызда бірінші немесе екіншіден кейін нәтиже береді деп? Көбінесе бірінші неден нәтиже береді. Себебі адам травмасымен, бір жарақатымен, немесе бір проблемасымен запросын алып келеді. Сол кезде көбісі мені былай сырттан көріп, жұмсақ, қазір бір жанашыр болып сөйтіп жұмыс істейді деп ойлап келеді. Басымнан сипайды, осыған ақтарылсам, бітпейтін проблемамды 1040 күн тағы да айта берсем деп келеді да. Көбінесе сөйтіп ойлап келеді. Себебі бізде псевдопсихологтар енді бәріне бірдей шашу. Жалпы ондай емессіз ба сонда? Ондай емеспін. Мысалы, сеанс қанша уақыт? Сеанс 1,5 сағаттан бірнеше күндерге дейін созылады. Ол адамға байланысты, күн созылуы. Жарасына деген реакциясының қаншалықты емделуінің оңай қиындығына байланысты. Кейбір адамдар емделуге келдім деп келеді. Енді ол жанын емдеу ғой, бұл жерде тағы да айта кетейік, жанды емдеуге. Бірақ ауызбен емделгім келеді деп айтады да, іштей емделмейді. Сол жертва жаңағындай болып, құрбан болып жүре бергісі келеді. Осындай менде проблема бар, менің осындай қайғым бар, осындай мұңым бар еді деп соны күнделікті айта береді. Ол маманның да қулығына байланысты деп ойлаймын. Ол маман сондай ақша табуға құмар болатын болса, сол адамның эмоциясынан ақша жасап отырады әрқашан. Сізде енді ондай айлакерліктің бір түрі шығар. Маған бұл нәрсе ауыртпашылық алып келеді. Мысалы, адамды артыңа байлап алуыңа болады. Қайта саған келетін қылып, тем более мен мысалы көрем ол адамның қаржылық потенциалын. Түсінесің ғой? Ол да пенде бөліседі. Мысалы, мен осындай жұмыс істеймін, мынандай айлық табам, оның ақша мәселесі міндетті түрде қозғалады терапия кезінде. Бұның қанша табатынын біліп алайын деп емес. Ол бір керек мен үшін ақпараттың бірі болғандықтан ол нәрсе шығады, мысалы, көтеріледі, айтылады. Сонда білмеймін, енді өйтіп арам ойлап көрмеппін. Маған керісінше, маған келген адамның 1-2 реттен кейін болмаса өзіне қажетті 8 рет 10 рет келуі мүмкін сеансқа. Содан кейін қайтадан тағы да Гүлнар мен бүйтіп тұрмын деп келмегенін қалаймын. Мен ол адамды сол 1 рет емдеп беріп, ары қарата жібергенді қалаймын, жақсы көремін соны. Себебі бағана айтып өттім ғой, ең ләззатты сәт бұл мен мынаның ауру нейронын тауып алдым. Я это смогла деген нәрсе да. Мен сол қуанышты сәт үшін андай барымды беретін адаммын. Көрдіңіз ба? Оның ақшасы, маған қайта келуі, қайта келгендер болған жоқ па?
ол кандай адамдар кайта келет, мисалы бир терапия алат да, соң мен жок болуп кетет. Кичкене жаксарат да, жок. Сосын бир 6 айдан кийин кайтып келип отурат. Медицинада да солай ғой. Бір дәріні бергенде әсер етет, обезболить етет. Одан кейін ары қарай емдемейміз біз салдарын. Жүйелі түрде. Иә, бұл жанның да аурулары солай деп ойлаймын. Себебі адам өзінің қазір бір осындай сөз көбейіп кетті ғой, мен стресс алдым, мен депрессия болдым деп айтады. Бірақ шын мәнінде ол қалай көрінеді адамнан? Ол кезде адам депрессия кезде адам өзінің сол күйде жүргенін білмейді. Себебі менің өз басымнан өтті ол дүние. Сонда өмір жарқырап тұрады, күн жарқырайды, көктем, жаз өтіп жатады. Сенде үнемі сенің басыңның үстінде жаңбыр жауып тұрған сияқты сондай бір күйде жүресің өз-өзіңнен. Ол жерде жаңағы гормондардың да әсері бар, кортизолдың көп бөлінуі, оған өзің де үлес қосасың, жаңағы режим жоқ, ұйқы дұрыс емес, айналып келген программадағы сценарийларды айналдырып, кассетаны айналдыра береді адам. Сосын соған сай байланыс құрылады. Жаңағы жоғарыда айтқанымыздай, қарыз болса қарыз кетеді, мен ғана бақытсыз екен ғой, мен ғана осындай екен ғой деген сияқты. Өз-өзіңе соған растай бересің, өзіңе соған галочка қойыла береді. Бірақ депрессия кезінде адам мен сондаймын деп айтпайды. Себебі мен стресс алдым, депрессия болдым деп айтқан адам ол жағдайда емес. Өйткені біз проблеманың ішінде болған кезде дәл қазір соның ішінде жүргенімізді сезбейміз. Шығып кетіп, осы студиядан қазір шығып кетіп қараған кезде барып көрінеді ол проблемалар. Ішінде отырғанда адам ешқашан сезбейді деп ойлаймын. Енді ондай сіз айтып отырған нейрондарды ұстау карталармен де іске асатын білеміз, сол туралы. Бұл өте қызықты нәрсе, себебі адамға терапия жасаған кезде өзінің запросы бойынша немесе проработка жасаған кезде оның нейрондарын мен ұстап алуға тырысып отырамын. Ал мак карталармен жұмыс жасаған кезде адам өзінің нейронын өзі қарап отырады. Яғни өз нейронын өзі ұстап алады да, сол өз нейронын өзі тарқатып, нейронда не бар екенін ашып отырады. Себебі мак картаның құдіреті сол, бір картадағы көрініс, бейне 10 адамға 10 түрлі әсер қалдырады. 10 адам 10 түрлі жауап айтады. 10 адам 10 түрлі интерпретация жасайды, жаңағы картина бойынша. Өзін айтады. Бұл жерде менің жұмысым барынша жеңілдейді мак картамен жұмыс кезінде. Себебі мен онсыз да бақылаушымын ғой. Бірақ та картамен жұмыс жасаған кезде мен 2 есе бақылаушыға айналамын. Яғни қалай қазір ол өзін ұстайды, қалай әрекет жасайды, мынаны таный ма, танымай ма, мынаның миында не нәрсе шығады екен деген сияқты мен былай бір жағынан қарап отырамын. Және ол адам өзін өзі танып, өзін өзі қазып отырады ішін. Яғни өз нейронын өзі суырып алып шығады. Көреміз ба жасап? Көрейік, запрос болса көрейік, запрос жоқ болса не деші дана? Болса көреміз, болмаса несін көреміз деп. Мысалы, мына жерде мен 3 карта көріп тұрмын, 3 түрлі. Үшеуі, 3 түрлі бағытта. Бұл өзіңіздің авторлық картаңыз ба? Жоқ, мен авторлық карта жасаған жоқ әлі. Оның қажеттілігі сондай маңызды деп тапқам жоқ өзім үшін, себебі керемет авторлар бар екен өмірде, күшті нәрселер жасап жатқан. Велосипед 2 дөңгелекті болса, 3 дөңгелектің ойлап табудың қажеті жоқ деген, осы менің жағдайымда мак картаға байланысты деп ойлаймын. Авторлар өте ғажайып кісілер екен. Өзіме ұнады, ұнаған колодаларды алдым. Мысалы, мынау алдымда тұрған Моя территория және Воздух свободы деген 2 колода, Лена Малиновская деген менің әріптесім. Ұстазым да болып келеді бір есептен, мен ол кісінің проработкасына, терапиясына барып қызметін алғам. Сол Лена ханымның карталары, мына кісі авторлық карталары, осы карталар. Мынау енді әлеуметтік желіде кеңінен таралған компанияның картасы. Мына колода мысалы менің шекарам қазақша, жерде адамның өзінің жеке шекарасы туралы мәселе қозғалады.
Адам осы картаның колоданың ішіндегі карталарға қарап өзінің шекарасының қандай халде екендігін анықтай алады. Мысалы, оның шекарасы әлсіз ба, мықты ма, бекіген ба, немесе қирап тұр ма, немесе мүлдем жоқ па, қандай деңгейде екенін осы картаға қарап біле алады. Бірақ бұл картаның ерекшеліктері осы мак картаның кез келген запросқа қолдануға болады. Себебі қандай картина көрсетсең де адамның миы кез келген картинадан өзінің тек қана нейронында бар нәрсені ғана айтады. Сонда бұл мына жерде тұрған 20 картаның ішінен таңдасақ, ол сәйкестік па, әлде жаңағы сол миға қайта орала береміз бе? Сәйкестік емес, сенің ол в точности өзіңнің нейроныңдағы қазіргі көтеріліп тұрған информацияға сай карта таңдалынады. Сәйкестік емес. Бұл жерде ассоциативті нейрондар деген бар ғой, мысалы, ұқсас нейрондар. Бір-біріне ақпарат береді, оятады, қалыптасады. Мысалы, бір нейрон болса, сол өз сияқты бірнеше нейрондарды қалыптастырады. Дәл сол сияқты картада да солай жүреді. Мысалы, адам өзінің нейронындағы оянып тұрған, айтқысы келіп тұрған нәрсені ғана таңдай алады ол жерден. Таңдаймыз ба? Запрос болса таңдаймыз. Запросты айтыңыз. Егер жария қылуға болса, құпия болмаса, Дина ханымның қандай запросы бар екен психологиялық? Іштей айтса да болады, Неге іштей? Қазір іштей айтпай ақ қойыңыз, себебі біз показательно көрсетіп шығайық. Алмай Құпия болмаса, егерде мынаны, Бұл жерде өзіңіздің шекараңызды көргіңіз келіп тұр, Осы шекара деген картамен сессия жүргізген кезде мен міндетті түрде өзім бір картаны алып отырам. Міндетті түрде. Сонда мен ана адамның жанында отырған кезде менің шекарам қандай екенін өзім көргім келеді. Маған қызық. Так. Әлия, сенші? Өзіңіз қай жерінен қандай карта алғыңыз келеді? Сол картаны алсаңыз болады. Қанша алғыңыз келсе сонша аласыз. Сен аласың ба, Алеш? Оны көрсете беруге де болады. Шарда? Көрсетейік. Қандай жағдай сол көре берейік. Реті қалай болады, реттілік? Біреу ғана аламыз ба, көп аламыз ба? Қанша алса да. Өзіңіз білесіз. Алайын онда мен де тағы. Ала қойыңыз. Шектеу жоқ. Ана ертегілерде айтылушы еді ғой, 3 тілек тіле. Сіз ол да программаның бір түрі ғой. Сізден бастай берсін бе? Мен эфирсіз айтқым келіп тұр. Негізі өйткені мен тек көзімді көріп тұрмын бұл жерден. 4 картадан да. Бірақ картаңызды бөлек алып қойсаңыз, соңында қараймыз. Менің карталарым қызық түсті. 4 картам, мен енді бұны ойша былай сәйкестендіріп алдым. Біріншісінде шекараға байланысты ғой бұның бәрі, Жеке шекарасы. Мына жерде әлсіз кезімді көріп тұрмын, бағанағы айтқан. Мүмкін ол жаңағындай эмоция жағынан осындай шекарамды қорғай алмаған кездерім болды, әлсіз кездерім болды. Сосын мына жерде баламен қызық, тоже қызық. Өзім осылай ойша мынаны тізбектеп шықтым. Но енді мен қайта өрлеу кезең ренессанс сияқты. Тоже жақсы. Одан кейін дәл қазіргі кезең. Шекарам толық қорғалған. Елдің бәрі сыйлық беріп жатыр. Бұл әлемнің маған деген отношениесі деп ойлаймын. Мен шекарамды осы қазір Соң картаны анығырақ мен көре алмадым. Мен де түсінбедім бұны. Жоқ, сен жақсы айтып тұрсың. Маған сыйлық беріп жатыр. Сен солай түсініп тұрсың. Мысалы, сіз мына картаға қарағанда басқаша көруіңіз мүмкін. Дұрыс па? Енді Әлия өзі айтып болғаннан кейін мен де соны көріп тұрмын да, Әлияның өскені, сыйлығы жаңағы.
бірақ мына И жақта қуаныш. арт жақтағы адамдар мұңайып бәрібір қуаныш, сен жүзіңнен қуанышты көріп тұр. Мен жеке шекараға қатысты менде ешқандай да мәселе, проблема жоқ. Себебі мен шекарамды қорғай алмай қалдым бір кездерде. Содан кейін ойладым, бұл шекара деген, мен қазір өз шекарамды сызамын деген сияқты. Енді менің ойындарым, менің ережемен ойнаймыз дегендей, мен эмоционально да, былай физикалық тұрғыдан да өз шекарамды жақсы қорғап жүрген кезеңдерім деп ойлаймын осы кезде. Мүмкін басқа жақтардан мәселе болуы мүмкін. Мына екінші карта бойынша қалай? Екінші картада бұл жерде адамның ресурсқа шығу үшін маған не істеу керек деген сұраққа жауап беретін карта мынау. Ресурс қандай, материалдық ресурс па әлде? Бәрібір сіз үшін дәл қазіргі моментте ресурс не? Мықты энергия ма, ақша ма? Менде бір сұрақ. Мына жердегі мысалы біз алған шекараға байланыстының бәрі осы қайталанатын суреттер болуы мүмкін ба? Біз мына жердегі суреттің бәрін көрген жоқпыз, мысалы алған кезде қайталануы мүмкін ба осы? Тағы да сол карталар түсіру мүмкін ба деп отырсыз ба? Демек қайталанған ғой мына бейнелер. Осы повтор бар ма? Әрқайсысы жеке қайталанбайды. Бір колоданың ішінде картина қайталанбайды. Оны сіз қайталап шығарып алуыңыз мүмкін, бірақ карта қайталанбайды. Мына жерде бір карта қайталанып берілмейді ғой, да? Жоқ. Қызық екен. Мысалы, сіз жаңағы белгілі бір ойыңызда жүрген мақсатыңызды іске асыру үшін сізге қандай ресурс жетпей жатыр, немесе не істеуім керекпін деген сұраққа жауап береді анда карталар ше. Сондықтан картаға қарап сіз қазір айта бересіз да, маған табиғат аясында жеке қалу керек екен деген сияқты. Чемодан жинап, мен айтпай ақ қояйын мен сіз үшін. Кеттім чемоданды жинап шетелге. Солай тұр ма сізде? Көрсетіп отырыңыз картаңызды, түсінікті болу үшін. Алияға да көрсетіп қойсаңызшы енді. Чемоданыңызды көрсетіңіз. Чемодан всех волнует. Сосын сіз айтпайсыз ба? Айтқыңыз келмейді ғой, оны ашық. Негізі айтқан қызық болатын еді ғой. Маған вообще күшті түсіп тұр. Не, менікі, но менің бейнеме ұқсайды екен өзі. Чемодан. Осылай жүрген ұнайды маған. Чемодан. Мен бір приключениеге, жаңа бір саяхаттарға кірдіңіз ба? Ойша болсын, мен міндетті түрде кетіп қалу емес денеммен. Ойша да бір қиялдап, армандап, сол бір 10 жыл алдындағы жоспарларыма ойша өстіп чемоданмен кеткен. Мына бейнеде бір жылылық елестеп тұр. Өзіңнің үйіңде, өзіңнің жылы мекеніңде, ол үй болуы мүмкін, ол кейде ол адам болуы мүмкін, осындай. Сосын мынау қолдау, мынау Тина апай сияқты. Себебі біз осындай бір жобалар бастап жатырмыз қазір. Біреуі суреттегідей үлкендеу сәл, біреуі жас қыздың бейнесі. Жарқын болашақ. Нейронның жаңағыдай дәлдікпен өзіңнің нейроныңдағы нәрсені шығарып аласың картадан деп айтатын себебім де сол. Мысалы, дәл қазіргі халдің көрсетеді. Сіз не үшін айта алмай отырсыз? Себебі дәл қазіргі дүниелер көріп отырсыз, бөлісе алмай жатсыз, бірақ та Алияда да дәл солай да, мысалы, қазіргі хал қандай, ол соны көріп отыр. Мен соған таңғалып отырмын. Мен де 2 карта алдым, қызық үшін енді өзім сіздердің ғана сұрап, өзім туралы үндемей отырмай. Мынау жаңа шекараға байланысты таңдаған картам. Бұл жерден менің анық қазіргі шекарам, қазіргі халім көрініп тұр. Маған айта берейін ба? Похуй мороз деген карта мынау ше. Маған пофиг. Кім не десе о десін. Мен өзім принципім бар, өзім қызығушылығым бар, теріс қарап кетіп бара жатырмын өз жолымен. Маған бәрібір деген сөз. Дәл қазіргі шекарам.
Ал мына жердегі ресурс эми мага мына вокал тууралуу сөйлөп тур. Кандай? Вокал тууралуу сөйлөп тур. Ән айтуға байланыстымы? Вокалда бір не бар да, прием бар да, жаңағы свечканы үрлеу арқылы дыбыстың, оны енді мамандар жақсылап айтады, мен маман емеспін, дыбыстың шығуын бір қалыпты қылу ма, примерно сондай нәрсе бар да. Мен мына картаны көргенде почему-то вокалды қолға алу керек саған деген нәрсе келіп жатыр. Себебі ол сізде жабылмаған гештальт қой. Иә. Сіз мысалы әнші болам деп ойлап, сол бағытта келген болсаңыз, орындалмаған армандар нейронда всегда ойнап тұрады. Мен неге соны жасамадым, мен неге... Сіз қазір оны көрмей, мына шырақ түрлеп жатырмын, бір туған күнім деп ойлауыңыз мүмкін еді. Сіздің болыңыз сол айтпай қалған әніңіз болып тұр деп ойлаймын. Иә, міндетті түрде. Ол рас па? Рас. Әркім өзінің нейронында. Мына жерде енді бәрі позитивті болды ғой. Нереально болып кеткен жоқ па менің? Нереально емес, себебі ресурс. Роман жазып жатқан жоқпыз ба? Көңілді роман болып кеткен жоқ па менікі? Көңілсіз роман болса, онда мына картаға қарайық қазір. Бұл көңілді болғаны жақсы ғой, себебі ресурсқа шығу үшін кішкене алға жетелейтін нәрсе керек қой. Бұл картаның өзінің мақсаты ресурсқа шығарудың жолдарын көрсету ғой. Ресурсқа мысалы сен қиналып, бір жерде жаңағы майып болып жетуің керексің деген сияқты карта шықса өлеміз ғой. Ондай карта бар ма? Бұл картаның ішінде жоқ. Сондықтан бізге позитивный болып шығып жатыр бәрі. Именно осы картада. Ондай картаны неге қолданбайсыз? Онда мынаны қайтадан сөйлеткенде, маған ресурсқа шығу үшін мен енді түсіндім мынаны сөйтіп. Маған саяхатқа шығу керек екен, ресурсқа шығу үшін. Себебі мына чемоданмен осылай. Себебі біз осы жолы саяхатқа барып келгенде адамдар арқылы келетінін түсіндім маған. Ресурс деген енді ол ақша болуы мүмкін, ол энергия болуы мүмкін. Көңіл күйдің өзі ресурс қой, кейде көңіл күйің болмай, настроениең болмаса, мен бүгін ресурсты емеспін деп айтады ғой бизнестегі адамдар. Сол кезде осы саяхаттап жүргенде маған ресурс келеді демек. Және уютта болғанда, гармонияда болғанда, мына екіншісі сол гармонияны айтып тұр. Үшіншісі осылай сіздер сияқты айналамда қолдау тапқан кезде ресурста боламын деген сөз. Енді мына мак-картамен идейный консолидатор болған кезде дейсің ғой, иә? Иә. Қорытындымызды осы картаға. Иә, мынаумен жұмыс істеп көрейік па? Иә. Бұл жерде де запросқа, бұл енді нақты запросқа. Мына жердегі запростарды мен өзім айтып отырдым. Мысалы, мынау ресурсқа шығаратын, мынау шекараны көрсететін қазіргі халіңді деп. Мына жерде нақты запрос керек болады. Мысалы, айталық, білмеймін енді кімде қандай запрос бар. Алып көрейік. Бірінші запрос, содан кейін. Иә. Мысалы, бір мақсатқа жетуім үшін, ол мақсаттың атын айтасыз. Мен неден қорқып жатырмын деген сұрақ болуы мүмкін сіздің запросыңыз. Солай қарап көруге болады. Жарайды, солай қарап көрейік. Иә, мақсатыңызды егер айта алсаңыз, сіз құпия болып отырсыз бағанда бер. Ештеңені айтпай, жасырып. Ал сіз менен соны байқап отырсыз ба, тауып отырсыз ба? Маған байқаудың керегі жоқ қой, сіз өзіңіз айтпай отырсыз ғой. Жарайды, соны көрейік, жаңа сіз айтқандай. Запроссыз мен байқамаймын, бағана айтқам. Адам мені бойымдағы бір сондай нәрсені байқашы деп өзі сұранбаса, мен сканерлемеймін ол адам, ондай шекарасын өтпеймін. Сондықтан иә, мен қорқынышым жайлы. Иә, айтып отырсыз, мен соны ғана көріп отырмын. Жарайды, қорқынышым жайлы білейін, иә. Біреу аладың ба? Өзіңіз біліңіз. Тағы мынадан аламыз ба енді екіден? Давай көрейік, мен де алайын, сен де ал. Бәріміз алайық запрос. Иә, запрос. Біреу ма, бұда сан бар ма? Сан жоқ тоже, ала бересің. Что-то. Давай мен вокалға не үшін бармай созбақтап жүрмін деп. Вокалға барсаңшы, вокалға. Вокалға барып, мен қаншама стазға бардым, мен жоқ болып кетем ғой. Ол да менің жалқаулығы ма? Жалқаулығынан былай, ол жаққа барма деп қашырып жатыр ғой, сен әнші болсаң өліп қаласың деп. Бұл жерде енді сонда мынандай түрлер шыға ма, түрлі? Неше түрлі?
Ештеңе ойламасаңшы, мен мынаны ештеңке ойлап жатқан жоқпын. Ештеңке ойламай алуға болмайды ғой, сол үшін Запрос беріп аламыз ба? Карта ұнамай қалып өтірден запросым жоқ деуге де тоже болмайды. Жоқ, мен запрос бермедім ғой ештеңке, просто алып алдым десем. Давай. Мен мысалы мына запрос, четкий запроспен алдым. Не үшін вокалға бармай жатырмын, неден қорқып жатырмын деген сұрақ қойдым да алдым. Маған осындай карта шығып тұрған ішінде қаласың ба? Себебі ұқсап. Иә, өзім құрып алған тор бар, көрдіңіз ба? Шығуға болмайды деген бір шектеу тұр менде. Менікінде запроспен алайыншы. Ақшаға запрос жасадым. Неге ақша аз болып жатыр деп. Көп жұмыс істеп жатырмыз ғой, бірақ келмей жатыр. Неге? Не деп тұрсың енді өзің, не көріп тұрсың ол картадан? Хаос. Съемка екен ғой, мен ұмытып кетіппін. Мынадан хаос көріп тұрмын. Себебі не ма, расфокус па сенде, сол үшін ба? Жоқ, бір жинай алмай жатырмын да өмірімді. Сол ғой расфокус. Сол ма расфокус деген сол ма? Расфокусым кетіп қалды деген сөз. Анағанда, мынағанда бәріне үлгергің келеді, бірақ біреуінде де. Жоқ, ол ана проектілерде сөйтіп бөлінесің. Жалпы мен өмірімді жинай алмай жатырмын, былай айтқанда. Ана киімің жаңағы әр үйде деген сияқты ғой сіз айтқан. Ана подругамнан туфлимді алып едім, ананы нетіп едім деген. Ол уже адам бір үйді де жинап қоясың ғой, сол сияқты. Өзіңнің де өміріңді кейде жинай алмай қалатын моменттер болады. Енді әр жерде әр түрлі затың тұрады дегендей. Содан екен мынау неге олай хаос бар. Бір ол мүмкін сондай хаосты реттегенде келетін шығар ақша. Иә, өзің жауабын өзің айтып. Неге олай көріп тұрсың? Мен мысалы олай көріп тұрған жоқпын. Неге хаос дейсің сен оны? Шашылып жатқан сияқты. Сіз қалай көріп тұрсыз осы картаны? Қыздың бейнесі. Шашылып жатқан жоқ бұл жерде. Сенің байлығың деп ойлаймын. Гардеробың толып тұр. Сіз өзіңізге қатысты айтып көріңізші. Мысалы, не көріп тұрсыз? Иә, соны айтып отырмын ғой. Бұл жерде шашылып тұр деп ойламаймын. Сенде бәрі толып тұр. Не киеріңді білмей тұрсың сен даже. Бәрі бар деп. Иә, қай жерде қалай бастасам, бүгін не кисем деп гардеробыңа кіріп тұрсың. Ар жағынан жарық тұр. Мен солай көріп тұрмын. Шашылып тұрған дүние көріп тұрған жоқпын. Өзіңнің бүкіл дүние ол. Үлгермей жатсың жұмыстан сен қиналып. Мысалы, осы картамен сіз басқаша көріп отырсыз ғой, бірақ Алияда жаңағындай менде хаос деп көріп отырсың да, Алия. Енді сұрақ міндетті түрде туындайды ғой ішінен. Енді мен осы хаосты реттеуім керекпін ба, ақшаға шығу үшін мен не істеуім керекпін деген сияқты ше. Сол кезде бейсанада пустой комнатада тұрған жоқсың да өткен. Қызылды жасылды киімдер тұр, бүкіл коробка тұр. Нейроныңыз солай сөйлеп тұр, көрдіңіз ба? Алияның нейроны хаос. Пустой комнатада солай тұрсаң, мен басқаша көрер едім. Сондықтан сен өзіңде осы моментте перепрограммирование жасап жібере аласың. Картаны образына миымен өзгерте аласың. Мысалы, мен мынаны былай өзгертіп жібергім келеді. Мынау хаос болса, мен мына қыз қазір бүйтіп реттейді, мына картаға мынандай рисунктармен ойша салам деп, солай завершение жасауға болады. Мида уже прикрепление болады ғой. Фиксация жүреді сосын. Біз негізі осылай айтқан кезде бір мәселені, проблеманы ол шешіледі. Ал айтпай ішінде сақтап жүрген кезде ешқандай да ол үзілмейді да, мынау сияқты завершение болып нүктесі де қойылмайды. Мен қазір хаосты айттым, болды, уже ми оны ойламайды екінші рет. Ал оны айтпасаң ішіңде күнде қайнап жүре береді. Енді жаңағы сіз айтқандай хаос жоқ уже. Иә, уже жоқ ол хаос жаңағындай. Басқаша жиналып жатқан сияқты, дайындық сияқты. Осы кезең дайындық кезеңі сияқты ғой. Сонымен картаның пайдасы да күші де осы. Түрлі колодалар болады.
өз миыңмен өзің жұмыс істеп отырасың. Тағы да бір проработкада не бар, техника бар, табуретка деген. Бұл енді жалпыға көпке мәлім техниканың бір түрі. Адам мысалы айтады, мен күйеуіммен отношениям дұрыс емес, немесе енеммен ұрысып жүрмін деген сияқты. Сондай кезде оған жаңағы табуретка дегеннен ұсынасың. Техниканы шы, бұл жерде 2 табуретка болады, біреуінде өзі отырады да, екіншісі бос тұрады. Сосын кімге реніші бар, сол адамды ойша алдына отырғызады да, осы нәрсені мен қатты ойланып жүрмін қазір. Ол адам анаған бүкіл ренішін айтады. Есіңде ма? Сен маған сөйткен кезде мен қатты жылап қалғам, ренжіп қалғам, сол кезде өзін сондай сезініп қалғам, биттім сөйттім деп эмоциясы шықса, ол жылап соны анаған айтады ойша. Сосын өзі ана адамның орнына барады да, ана адамды мына жаққа қояды да, енді ана адамның рөлінде жауап қайтарады. Білесің ба, не үшін сол кезде сондай болды? Себебі мен өзім де ондай нәрсені білген жоқпын, мен өзім де сондай едім деген сияқты бір ответтер оған келеді. Сонда соңында енді жарайды, мен сені түсіндім деп екеуі бір-бірін түсінеді да, кешірімге келеді. Рахмет айтады, алғыспен аяқтайды. Негізі процесс солай жүру керек. Сонда мен ойлаймын да, егер адам көп адамға мен осыны жасаған кезде өзіме де бірнеше рет жасадым ғой, түрлі адамдарға. Сонда өзіңмен өзің сөйлесесің, өзіңнің ойыңда ана адамның бүкіл саған деген отношениясын тарқатып шығасың ғой. Сонда бұл нәрсені бүйтіп сыртынан қарап тұрсаң, өмірде жалғыз өзің ғана барсың, болды ғой. Сен ойлайсың да, ана адам менің жанымды қинап жатыр, егер сол адам маған сөйтпегенде мен мынандай болмайтын едім деп біреуге ренжисің да. Шын мәнінде табуретканың құдіреті сен өз миыңмен өзің мына жақта алысып жатсың. Ол адам қинап жатқан жоқ па? Ол адам қинап жатқан. Сол кезде ол сені ренжіттім деп те ойлаған жоқ шығар. Иә. Ол өзімен өзі кетті. Бірақ сен солай ойлап қаласың да. Ал очевидно ренжітіп жатқан анық нақты нәрселер бар ғой өмірде. Күнделікті болып жатады ол. Сен ренжіп жатқан сен ғой. Ол ренжітіп жатқан жоқ қой. Ол өзінің проявлениясын былай әлемге паш етіп жүрген адам. Агрессиясын көрсетсе де, жаман мінезін көрсетсе де, саған бір қиыншылық тудыратын нәрсені жасап жатса да, ол өзі сол өзінің білетін деңгейінде тіршілігін, тағдырын кешіп жатқан адам. Жоқ, ол адамның орнында бізде болуымыз мүмкін. Ол адамның тағдыры сенімен связанный болуы мүмкін ғой, мысалы. Ол бола берсін. Жақын адам болуы мүмкін ғой, бірақ өзінікін көрсетіп жүрсе, агрессиясы болсын, немесе махаббаты болсын. Енді махаббат көрсеткенде адам қайғырмайды енді әрине. Онсыз да ренжитін адам жақын болады ғой. Сен алыс адамға ренжімейсің де ғой. Ренжімейсің де оны, мән де бермейсің оны ренжітті деп. Мысалы, онсыз да жақын адамға ренжисің. Ондай кезде қалай алып шығуға болады адам өзін, деймін да? Табуретка десең. Оған отырғанда. Оның бәріне уақыт кетіп қалмай ма? Уақытты қиясың ғой, ем керек болса, жаның тыныштығы керек болса, жасайсың. Енді ана бір кітап бар ғой. Сенің реакцияң ғой сонда. Сенің реакцияң. Басқа ештеңе жоқ. Ол жерде реакция. Жаңа Алияның айтқаны шы, сен кәдімгідей ол көрсетіп тұр кәдімгі ренішін де, кәдімгідей сені ренжітіп тұр кәдімгідей. Ашық түрде. Ол кезде қалай? Бәрібір де сенің реакцияң. Сонда мән бермейде қоюға болады, мысалы, сөйтіп жүре берсін, мысалы, ұрлық жасады дейік, солай жүре берсін, маған да бәрібір деген сияқты. Ал ол сенің заттарыңды ұрлап жатуы мүмкін да ол адам. Сенің құнды заттарыңды алып жатыр. Көрдің ба, сен ғой ұрлатып жатқан, сен ғой. Яғни сен мән бермейсің, маған бәрібір деп затыңды ұрлатып қоймайсың ғой. Затыңды ұрлатпау үшін әрекет жасайсың. Сен шекараңа өтіп, сен жаңағындай жаныңды қинамас үшін физикалық, эмоциялық әртүрлі деңгейде саған тиіспеу үшін сен өзіңді оқшаулайсың ғой. Изоляция. Иә. Оқшаулағанда бұл мысалы қазақ іштен шыққан қара шұбар жыланым деп баласын сөйтіп айтады ғой, енді өз қолыңды өзің кеспейсің деген сияқты. Ол туысыңнан кетіспейсің дейміз мысалы. Оқшаулау деген араласпай қою, бағандай бұл менің энергиямды сорат, мен онымен араласпаймын емес. Сен оқшаулағанда өзіңнің ішіңнен ішкі діңгегіңді, ішкі тірегіңді қалыптастырасың мықты қылып.
яғни ана адам сені қанша келіп ұрып кетсе де, құлатып кетсе де, сенің оған реакцияң басқаша болатындай деңгейге өсуің керексің ғой. Демек сен ұрлатпайтындай жағдай жаса өзіңе. Демек сен ол адам сені ренжітпейтіндей, мына территория мен шекарам деген мысалы картадан қарадық қой жаңа. Өзіңмен өзің жұмыс шекараны жаса деген. Мейлі қандай туысың болса да не имеешь права дейсің мысалы ше. Сен неге маған сөйтуің керексің? Ондай болса мен мынандай шешім қабылдаймын. Көрмесем көрмей кетемін, араласпасам араласпай кетемін. Мүмкін ол уақытша шығар, мүмкін мәңгілік шығар, бұл менің шешімім дейсің ғой. Сенің ішіңде сол адамның саған триггерит етіп жатқан нәрсесіне қатысты шешім қабылданбаған ғой. Иә, әлі сенің ішіңде оған жауап жоқ, бірақ сол қайғырып, сол состояниеда жүре бересің. Бірақ ол адам сені түсіріп жатқан жоқ ондай нәрсеге. Ол адам емес, өзіңді өзің. Өзіңмен өзіңсің ғой. Мысалы ұйқыдан оянғанда бағана айттың ғой, ой деген тоқтаусыз келеді деп ше. Ұйқыдан тұрасың, бірақ ой уже келіп жатады деп. Сол сияқты ғой. Ол әсер ететін ситуациялар бола береді айналаңда. Тоқтамайды ғой. Сен оған мән берген сайын көбейе береді, яғни. Мән бермеуге тырысу керек. Жоқ, мән бермеуге тырысу деген ол елемеу, байқамау, проблеманы жауып тастау ғой. Мән бермеуге тырыспайсың, реакцияңды өзгертесің ғой саналы түрде. Бір шешім қабылдайсың ғой. Болды деп па? Иә, мен шыдамаймын, көнбеймін болды оның маған істеп жатқанына. Мен мынандай шешім қабылдаймын, болды, со мной хватит дейсің. Мән бермеу деген ол қашу проблемадан, мысалы. Мен мән бермеймін дейсің, бірақ сен нақта ішің өртеніп жатады ғой, жанып жатасың ғой. Ол выход емес қой. Бірақ оның бәрі өзіңді алдау емес па? Сол біз айтып отырған дүниенің бәрі кейде шындыққа жанаспайтындай көрінеді, кейде скептиктің көзқарасымен алғанда миыңа былай деп түсіндіріп бересің, бірақ реальность ондай емес болуы мүмкін ғой. Реальность бар, кәдімгі. Мынау қағаз, не қағаз, бұл ағаш емес, бұл стакан емес, мынау қағаз. Сен оның миыңа түсіндіріп жатсың, бұл жұмсақ зат, мынау қалың екен деп миыңа түсіндіруің мүмкін. Өзіңді алдау болып көрінбей ма кейде? Жаңағындай бұл баланс деген нәрсе ма? Иә. Баланс үшін осындай жатыр деген нәрсе ма? Карма шығар. Ол мүмкін бұл жаңағы тектен келген радиология деген қазір көбейіп кетті ғой, сондай ілімдер. Сценарий деп, иә. Иә. Деген дүниенің бәрі өзіңді алдау емес па деген бір скептик оянады ішіңде. Кей кезде мүмкін өзіңді алдауда керек болатын шығар, жараңның жеңілдету үшін жараңды, бірақ та ол жай ғана түсіну ғой, мысалы. Мүмкін осындай себеп болып жатқан шығар деп ана ситуацияны білмеймін, енді миыңа бір жеңілдік әкелуің керексің ғой сен. Нақты шешім қабылдайтын, нақты мынау мені қинап жатыр, мен қазір осылай шешім қабылдаймын деп сенің ішінде діңгегің өспеген болса, енді сен ана стресстің астында тағы жүре алмайсың, әйтеуір бір себеп тауып ана ситуацияны бір миға жеңілдетіп беруің керексің ғой сен. Кей кезде ол мүмкін керек те шығар, бірақ та өзіңді өйтіп ұзақ уақыт алдап, әрине өмір сүре алмайсың. Бірақ саналы түрде мүмкін сондай себептер бар шығар деп ойлағанның ешқандай зияны жоқ деп ойлаймын. Алайда мен мынандай шешім қабылдаймын деуіңе не кедергі? Алдасаң да, алдамасаң да өзіңді қауіпсіз, жайлы сезінетін шешімді қабылдауың керексің ғой сен. Иә. Бірақ көп эмоциялар мен жаңа позитивті ойлау керек дегенді өзіме сіңіріп алғандай көрінем, себебі оқыдым, көрдім соны. Сосын бір жерде су басып кетті, бір жерде өртеніп кетті деген сияқты ақпараттарды оқымауға тырысам, енді ол бәрінде бар шығар ондай дүние. Бірақ өмір керемет, әлем осындай деп шығасың. На самом деле сенде ондай емес қой. Ондай емес. Позитив деген, мен позитивті қараймын, мен позитивпен өмір сүремін деу, осы мысалы нағыз алдау. Себебі ми оның чистой воды өтірік екенін біледі. Позитивті өмір сүремін деген нен гөрі
сен миға позитив деген нәрсе керек емес негізінде ше. Өмір ғажап, мен энергиям көп, мен баймын деген аффирмация түкке де итке де керек жоқ ми үшін ше. Ми үшін дәлел керек, нәтиже керек, нақты факт керек. Мысалы, мен мына жағдайда өзімді қорғап алып шықтым, осы жағдайда мен мынандай деңгейге өсе алдым деген дәлел, мен кереметпін деп 1000 рет аффирмация айтқаннан әлде қайда пайдалы. Содан өседі адам, содан ішкі жаңағы діңгек бекет қалыптасады. Енді ол еркін болу, мысалы адамның болмысында бар ғой еркіндік, ана қазақтарды да жалпы еркін адам деген сөзден шыққан дегенге байланыстырып жатады енді. Наматтар, кең даланың адамдары дегенде, жалпы адамның болмысындағы еркіндік ол қай кезде бір шеңберге түсіп кеткен туралы кейде маған қызық болады осындай ойлар. Негізі біз еркін едік қой. Негізі адам өзінің ойын еркін айтатын еді. Айту керек, ол осылай болу керек. Жаңағы судың түссіз болатын сияқты, мұздың суық болатын сияқты адам еркін болу керек деген ол нақты дүние еді. Кейін біз бала кезден бастап өйтпе, ұят болады екен, анау келді, үндемей отыр деген сияқты. Осындай бұл өскен сайын бұның да шеңбері өсе береді да. Ұжымдық жерде жұмыс істегенде айтқың келгенде айтпай қалатын болады көптеген адамдарда. Тыйымдар, біреулердің шектеулері, ал еркіндік сол кезде миға біз сондай программа береміз ғой. Қазірше тоқтай тұр, қазірше эмоцияны жасыра тұрайық деген. Сол қалыпты дүниеге айналып кететін сияқты көрінеді. Денең үйренеді ғой оған. Ми соны саған керекті, саған пайдалы зат деп түсінеді. Себебі сен оған үйреніп жатсың ғой, сен оны қайталап жатсың ғой. Сен сол ситуация қайталанған сайын өзіңді көндіріп жатырсың ғой. Мысалы, балаларда көп эмоция ашық қой, балаларды бақылап отырғанда, олар жегісі келмесе жемеймін деп айтады. Жемеймін осыны, бұл жемеймін деп жартылай тастап кетеді, немесе бір істейді, ұнамаса ұнаған жоқ деп айтады. Мен өзім осыны көзім жетіп жатыр қазір. Мысалы, 5-тегі бала еркін айтады, оған ұнамай тұрса, ұнамай тұр дейді да кете береді. Ал біз бір формаларға түстік, өзгерістер жаңағы адамдардың әсерінен де өзімізде көнбіс болып кеттік, ұнамаса да кейде көңілге қарап, сол нәрсені жеуге, сол нәрсені киюге секілді. Мүмкін бәрі еркін болып кетсе хаос болатын шығар әлемде. Мүмкін. Бірақ неге сен 5-тегі баламен өзіңді салыстырасың? Ода әлі ми дамыған жоқ қой. Ішкі тағылық күшті жүріп жатыр ғой, ода еркіндік. Ода еркіндік. Ата-анасы қасында деген жасайды мысалы. Ол 5-тегі кішкентай бала ғой. Айтайын дегенім, мысалы 5-тен кейін 25-ге келгенде ол ондай емес, ол уже қоғамның шеңберіне сыйып кетті. Қоғамның ережелерімен жүріп жатыр. Программаланып қалды. Программа. Енді осы программаны өзгертетін дүниелерге айналып келіп жатырмыз ғой, мидағы программаларды қайта адам жаңа Луиза Хейді сіз оқыдыңыз көп. Сол кезде енді ол зорлық көрген әйел ғой негізінде. Бірақ өзін қайтадан жасап шыққан. Сол жаңағы қайта түлеп, қайта өрлеп, өзін өзі жасады дейді. Бірақ та адамдар сол сеніп қалуы мүмкін ғой, өмір осындай екен деп мен айтайын деген. Программа жасалды. Ол программаны қайтадан сен егіп шығуыңа болады миға. Көктемде еккен гүлдер сияқты қайтадан егіп, ананы арам шөптерін жұлып шығуға болады мида. Осы дүние енді алдағы 10 жылдықтың көлемінде бүкіл адам жаңа саналы дейік, кіші саналыға ауысатындай көрінеді. Себебі бәрі өзін зерттеп кетті қазір. Ол бірден бір мысалы, ілімдердің көп пайда болуы, сан цифрлық ілімдер, осындай сурет бейнесінде адам өзін салуы, жаңағы арт терапия деп жатыр.
сонда осыған дейін адам өзін зерттемеген ба деген сұрақ келеді маған кейде. Қазір бәрі жанталас, біреуі визуал болам, мен аффирмация жасаймын, елестетем, немесе осындай бір психолог бар, мынандай эзотерик бар, соған барам деп өстіп жанталасып жатыр. Бұрын неге ондай болмаған адамдар? Визуал демекші, қазір мен бір күшті немене техника айтып кетейін, соңынан есіме салыңыздар, холодильник деп айтсаңыз есіме түседі. Білмеймін, бұл күшті сұрақ екен, негізі ойланарлық. Әрине адамдардың санасы оянса, әлемде жаңағындай ашкөздік, опасыздық, оңбағандық деген сияқты нәрселер мүмкін тоқтайтын шығар. Ол керісінше хаос емес, бір күшті нәрсеге алып келетін шығар. Мысалы, Давлатовтың мақсаты бар ғой, 2 миллион ба, 2 миллиард ба көгал жасағысы келеді, ағаш еккісі келеді. Ол нені білдіреді? Жаңағы Али айтып отырған, белгілі бір мақсатты сен алдыңа қоясың да, соған жеткенше алып ұшасың, жеткеннен кейін сонымен бітіп қалған сияқты бір бостық келеді депші. Бостық келеді деген сөз, адам белгілі бір мақсат қойғанда, ми мысалы бүйтіп айтады да, мынаны жету үшін бәрін жасаймыз. Егер жаңағындай дұрыс направлениесін берсең, өзіңмен өзің жұмыс жасасаң, мысалшы, бірақ бастапқыда мақсат қойғанда, бағанағыда скоро өлеміз дейді, ол сразу айтады. Гүлнар әнші болам деп жатыр, мына вокалға барып жатыр, тоқтамай, что-то скоро өлеміз дейді. Ми солай айтады. Что нам скоро уже умирать, что ли, деп. Потому что мына өмір жасамаған нәрсені жасап жатыр ғой дейді да. Мен энергия шығындап жатырмын ғой, бұл үшін бөліп жатырмын ғой дейді. Сосын оған жеткен кезде адамның ішінде жаңағындай сезім болады да, мен бұған жетіп қойдым, енді ары қарата не істеймін. Ол адамның сезімі ми ма? Оны айтып жатқан. Миыңмен бірге ойнап жатсың ғой енді. Сонда сенің алдыңа қоятын мақсатың, жаңағы Давлатов не үшін 2 миллион ағаш егем деп отыр, себебі ол кісі түсінеді да. Одан да көп арманың, мақсатың болу керек. Олмен бітіп қалмай жалғаса беру керек. Ми оған постоянно біз өлеміз қазір, бітті, осы мақсат бітсе, мына өлейін деп жатыр, дайындалыңдар деген нәрсені келтірмеу үшін ол алдына сондай мақсаттар қоя білген адам. Бірақ ол мақсатқа оған біздің ешқандай да қарсылығымыз жоқ қой. Менің айтқым келгені мынандай, сол бір нәрсені күтіп жүресің ғой, 15 күні осындай болады деген дүниені. Одан кейін өтіп кетті ол күні. Сосын 25 тағы бір үлкен дүние болғалы жатыр. Туған күнің мысалы, немесе ұшқалы жатсың, дайын жүресің, алып ұшып. Сонда солай өмірің 10 күн сайын ортадағы күндер күн емес па дегенді айтқым келіп отыр мен. Бір сөз оқыдым, сен бүгін өзіңді қуантып үлгердің ба деген сияқты мағынада, яғни бақытты болып үлгердің ба дегендей. Сонда біз әр күні өзімізге мағына сыйлап үлгеруіміз керек сияқты көрінеді маған. Және мен осыны өзім миыма дәлелдеп жүрмін күнде. Осындай сурет дәптер бар ғой, балалардың, соған арнап жаздым да, күннің бәрін бөліп қойдым. Міне күнім, мен 1 айлық күнім тұр көзім алдымда. 1 аптадағы 7 күніме жазам. Не істесем де, тіпті енді мен өзім ақын болғандықтан өлең жазуым керек қой. Өлең жазуды да жоспарға жазып қоямын. Ол шабыт па, емес па, емес. Бүгін өлең жазам, ертең өлең жазам. Өлең жазу күнде тұрады менің жоспарымда. Бірақ кейде орындалады, кейде орындалмайды. Сосын тілді үйрену күнде тұратын жоспар. Одан кейінгілер енді таңертең келгенде жұмысқа немесе сондай өзіңнің алаңыңа келесің, оянған кездегі өмір алаңыңа шыққанда сені бәрі ертіп кеткісі келеді да, сенің назарыңды тартып қалғысы келеді. Тіпті ол адамдар да, ол ақпарат болуы мүмкін, жаңа сайттардағы әлеуметтік желілер сені өзіне тартып алғысы келіп жатыр, уақытыңды, энергияңды алып алғысы келеді. Келген саған жолыққан адамдар да сенің назарыңды қалап тұрады. Бірақ сенің мына жақта мақсатың бар. Сен соған қарай, осы мен мына шыршаға қарай жүре беремін мына жақтан бастап. Күнде келе жатырмын. Сонда адамда жаңағы бостық болмайды екен. Мен осы жаздан бері 6 ай бойы осы эксперимент жасап көрдім өзіме. Күнде келем, мен не істейтінін білем. Андай тұманның арасында жүрмеймін. Ой, бүгін тұрдым, енді мына анау шақырады концертіне, немесе
бүгін театр екен, барайық. Қараймын, менде ол кезде не бар, маңызды дүнием болса, жоқ, мен бармаймын оған, мен мына жаққа үлгеруім керек. Сонда мені басқа қармақтары адамдардың тартып кете алмайды. Жаңағы біз Саидмұрат Давлатовты айтып отырмыз ғой, сол сияқты менің өзімнің мақсаттарым бар, ұлы мақсаттарым. Оны тіпті негізгі жұмысымдағы есеп жазу, сол жұмыстың іс-шаралары да тартып кете алмайды. Өйткені мысалы таңғы 6 мен 9-ның арасында мен ешкім мазаламайтын уақыт бар ғой. Сол кезде мен өзімнің ұлы миссияма қарай жұмыс істеп жатырмын. Және бұл үлкен нәтижелерін берді мен үшін. Жаңағы сурет дәптерге жазылған дүниенің бәрін сіз айтқандай орындап, оны мен сызып, жанына галочка қойғанда мы ойлайды, мынаны істедік, давайте ертең ананы жасаймыз деген сияқты. Если мынаны жасай алсам, ананы да істей алам деген сөз ғой, иә? Демек менің егом, ішімдегі бір дүние қанағаттанып жатыр оған. Қолыңнан келеді сенің деген өтірік мотивация емес, бұл дисциплина ғой, бұл тәртіп. Сен ол күні мен шаршап ояну мүмкін, жолдан келіп, жаңағы рейстен таңғы келіп отыру мүмкін. Жоқ, оның бәрі мені тартып кете алмайды. Күнделікті нәпсімнің күйбең тіршілік тартпайды. Менің жаңағы сурет дәптердің ішіндегі жоспарларыма қарай ол жасалмай қалса, менде уже көңіл күйім болмайды уже. Дофамин көп бөліп жатыр екенсің ғой. Демек, бұл жерде де гормондар рөл ойнап тұр. Иә, бақыт гормондарын. Ол да өзіне деген қатты қаталдық емес. Иә, ол қаталдық себебі. Қаталдық та бар. Ол күні жаңағы өзім жоспарларым орындалмай қалса, мен күнім босқа өткен сияқты, үйге бара жатқанда, ой, бекер болды ма сонда деген сияқтандай. Кейде қатты тәртіпке салып жібереді екен адамды. Бірақ бұндай бағыт бағдар керемет емес пе? Күнің бір айлық өмірім менің көз алдымда бар. Оның ішінде тіл үйрену бар, оның ішінде енді оған басқа да мақсаттарды қосу керек болып тұр алдағы уақытта. Мысалы, бағана сен айттың ғой, жаңағы бір адамның сенің өміріңде тигізіп жатқан зиянына қалай жаңағы саған әсер етпеу үшін не істеу керек деген сияқты бір әңгіме қозғадық қой бағана. Сол көрдің бе, сенде ұлы миссия бар, ұлы мақсатың бар. Сурет дәптерге мен сызып қойдым, әр аптам, әр күнім менің детально расписан деп отырсың ғой. Соған байлап жіберсең болады ғой, мысалы. Ол адам маған ойбай, кешіріңіздер. Ол адам маған не істесе де, менің мына жақта өзінің атқарып жатқан ұлы миссиям бар ғой деген сияқты. Көрдіңіз бе? Анаған байлап жіберсең, ананың істеп жатқан, саған келтіріп жатқан зиянына сенің реакцияң әлсірей ме, әлсіремей ме? Әлсірейді ғой. Сосын біз ана өлең бар ғой, Қадыр Мырзалиевтің. Таудай бақыт күтеміз, негізі бақыт үлкен болмайды деген сияқты мағынада. Шынында да әр күнде бір өзінің бір бақыт, бөлшек-бөлшек бақыттары болады да. Біз бірақ оны қарамаймыз, мынау күте тұрсын, мен мына жақтағы бақытқа барайын деп, солай кетіп жатырмыз қазір. Яғни уақыт өткен сайын сен әр күнді бағалау керек сияқты көрінеді. Мен көп уақытымды солай жоғалтып алыппын. Қазір анализ жасаған кезде ойлаймын, студенттік кездегі кезеңдерімде мен қайғылы музыка тыңдап, өлең жазып, өзім сол программамен жүрген екем қазір қарағанда. Ол кезде өзім білмеген ғой. Иә. А қазір қарасам, есіл уақыт өтіп кеткен. Үлкен мен басқа арнау керек энергияларым, потенциалдарым сол бір музыкаларға, сол бір көңіл күйге арналып кеткен екені енді кейде өкінішті болып көрінеді. Адамдарда, менің ойымша, сіз айтқан терапияда ояту керек сияқты адамның миында бір бұралмай тұратын бір осындай дүние бар сияқты көрінеді кейде. Немесе бір лампа сияқты жағып жіберсең, ашылып кететін адамның кеңістігі, миының кеңістігі. Себебі ештеңке мүмкін емес нәрсе жоқ қой, бәрі мүмкін. Ондайдың бәрі мен ойлаймынша, студент кезде болсын, ол бәрінде жастықпен болатын да дүние ше. Кейін саналы түрде жасыңмен соның өткен уақытыңды, мысалы адамның уақыты өткен сайын өткен уақытыңды ойлайсың ғой, неге солай өткіздірдім. Ол бәрі өз уақытысымен болатын дүние сияқты оның бәрі.
менің ойымша. Иә, ол да бар шығар. Мысалы Алияда қазір жаңағы өзі айтып отырған нәрселерді Алияда ғана да емес, менде де бар ондай. Нақты Өткен уақыт, бекерге өткен уақыт. Иә, өкініш па? Иә, өкінішке де орын бар ғой, бірақ ташы. Бірақ Алияда қазір сол нәрселерді іске асыруға жеткілікті потенциал бар. Иә. Сондай энергия бар, емкость. Ол оны бейсаналы түрде білет өзі, түсінеді. Сол үшін іштей шешім қабылданды Алияда. Мысалы ше, жаңа бір жақсы нәрсе айтып отырсыз, неге ол мәнсіз болса не болады екен деген сияқты бір нәрсе айттыңыз ғой арасында. Бұл ішкі рұқсат. Мәнсіз өтуіне де мен рұқсат беремін. Мәнсіз өтіп кетсе де 1-2 күнім, 10 күнім жастық шағың хотя бы өте берсін, рұқсат. Сондай бір даналыққа жеткен адам болуыңыз мүмкін. Мысалы іштей жүректің тыныштығы бар, сондай бір орнаған көңіл күй бар, сондай мысалы. Сондай болуы да мүмкін. Яғни адамның ішкі рұқсаты. Алия өзіне қазір максимально өзін өзі қолға алып, әр күнін тек қана менің ережеме сай айналам жұмыс істеу керек деген бағдарламаны орнатып, соған негізі әлі уақытысында жасап отырсың. Потенциалын пайдалануға ішкі рұқсаты бар Алияның. Сізде тоже ішкі рұқсат бар, 10 күнім мәнсіз өтіп кетсе де, окей. Сондай ішкі рұқсат бар сізде. Бұл да баланс. Иә. Мен солай қабылдаймын. Мен де тура сіз сияқты қабылдаймын. Солай ойлап қабылдаймын. Өткен өмірге өкіне бермей. Өкінесіз ба? Өкіне бермей дейсіз ба? Сондай. Ол сол өзінің уақытысымен болды, жастығымен болды, мысалы солай өту керек болды. Қазір сен ойлануың үшін сол уақытта. Мүмкін ол да керек болды. Сөйту керек болған шығар деп дұрыс қой, өткенге оралу үшін, бір жағынан жаңағыдай жастық шағы емес, адамның күш қуатының мықты кезеңінің шектеулі екенін түсіну деген нәрсе тұр ғой бұл жерде негізінде. Ол шексіз емес. Адамның ресурстары, біз ойлаймыз ғой шексіз деп. Мүмкіндігіміз шексіз ол. Кез келген нәрсе мүмкін екені менің миым қазір осылай ойланады. Бір адам кеп маған проблема деп айтып тұрса, мен несі проблема деп сұрауым мүмкін, көрмей тұрмын деп. Проблема қай жер нақты деп ше. Ол адам сосын түсіндіреді маған, мына жері ғой, міне мына жерінде сынып қапты, мына жер проблема. Түсініп қалса, онда мына вокалды алайық, не проблемасы жоқ деп. Менде емес, миымда басқа альтернатива ұсынатын құралдар ашылды менің миымның. Бірақ сіз айтқандай біздің ресурсымыз шектеулі ғой. Жас келеді, жаңағы 40-тан кейін өзінің бір кризистері бар, жаңа дағдарыстар мидың. Одан кейін мен көп көрдім. Ақша бар, ақшаға жетейік, байлыққа жетейік деп ұмтылып, өмір бойы жұмыс істеген адамдар 60-70-80-ге келген кезде ұшақтың ішінде шетелге барып жатыр, көздерінде қуаныш жоқ, көздерінде смысл жоқ, ешқандай мағына жоқ та олар үшін. Бірақ ақша бар. Ал сен ақша бар, бақыт жоқ, қуаныш та жоқ, уақыт да жоқ. Және ол физикалық күш қайраты да жоқ. Оған сен теңіздің астына апарып түсіріп алтын әперсең де ол оған таңғалмайды, өйткені ода ресурс жоқ, жаңағы айтқан. Сондықтан жас кезде, ол жас деген әр жастың өзінің жастығы бар деп ойлаймын. 30-дың да өз жастығы, 40-дың да. Сол кезде адам ресурсты уақытылы пайдалану керек сияқты. Иә, әр жастың өзінің бір гүлденетін пигі болады, шынымен. Ресурс таусылған адам, ол миссиясы маған кейде былай көрінеді. Енді адамның өмірін біз санап бермейміз ғой, өлшеп мынандай жасқа дейін өмір сүреді деп біз шешім қабылдай алмаймыз. Өзіміз үшін де қанша жасқа келетініміз беймәлім. Тем более басқа адамның жасын сен мынандай жаста, что-то сен мына жаста қайтыс болатын сияқтысың деп айта алмаймыз, ол ондай приговор жоқ. Бірақ адамның ресурсы біткен күні, миссиясы біткен күні адамның, қазақта айтады ғой, дәм тұзы таусылды деп.
менің ойымша сол мақсатының шегі бітіп, сол біткен күні адам да өмірден өтіп басқа кеңістікке кету керек сияқты көрінеді. Біз оны енді көзімізден кетті ғой енді ол адам, бірақ жоқ енді ол өлді деп трагедия жасаймыз да, бірақ ол адам, ол жаны басқа әлемде мүмкін үлкен кеңістікке кетуі де мүмкін ғой. Сол жақта может басқа керемет бір рахат халде өткеріп жатқан шығар, иә? Иә, біз мына кеңістікте отырып, жаңағы уақыт кеңістік деген ұғым бар ғой, үлкен ұғым. Сонда осы уақытта, осы кеңістікте қазір біз подкаст түсіріп отырмыз ғой. Басқа адамдар бұл уақытта жаңағындай билеп демалып жүруі мүмкін. Бізге ғана осылай болып көрініп тұр. Ал ол миссиясы біткен адам басқа үлкен кеңістікке ұшып кетті да, өзінің басқа өмірі болып жатуы мүмкін. Біз оны жаңа болжай да алмаймыз, яғни біздің санамыз жетпейді ондайға. Иә. Айтайын дегенім, миссиясы бітсе адамның дәм тұзы да бітетін сияқты осындай бір шешімдерге келдім мен. Иә, миссия бітті деген сөз мән осы өмірде, осы уақыт кеңістігінде, жаңа сен айтып отырған біз үшін қызықты мәндер кетіп қалады. Иә, сол ма? Миссия бітті деген. Демек біз осы оймен алсақ, біз өз өмірім. Что дүние айтып кеттің ғой? Миссия неге бітіресің сен? Жоқ, жап-жас болып. Жоқ, демек біз миссияны бітірмеуіміз керек дегенді айтып отырмын. Біз күнде бір мақсат қоюымыз керек қой өзімізге. Сонда адам өзінің жасын өзі шешіп алатын сияқты. Болашақта осындайға біз мына жасанды интеллект деп жатырмыз ғой енді. Сондайда адам өзінің жасын өзі ары қарай ұлғайтып алатын сияқты көрінеді маған. Мысалы 70 жасқа дейін өмір сүрсе маңдайыңда, ол әлі өмір сүргісі келіп жүр ғой, ол адам. Басқа мақсаттары бар. Жастардан да күшті 70-тегі адамның идеялары бар да. Ол 99-ға келуі мүмкін. Деген сияқты осындай енді қияли ойлар келеді маған, философиялық бір реалистік емес ойлар келеді. Мүмкін ол да бір реалистік дүниелер шығар. Иә. Реалистік болғандықтан да біз ойлайтын шығармыз оны. Бірақ философиялық деп ат қойып алғанбыз да. Иә. Олай да болуы мүмкін. Енді бізден басқа да параллель әлемдер бар ғой. Жер осыншалықты үлкен кеңістікті адамдар үшін ғана жасады дегенге ешкім сенбейтін шығар. Біз сияқты қаншама жаратылыстар бар. Шырқын бұзды ғой. Ойда жоқта қойып кеп қалады деймін, холодильник деп. Ол мынандай нәрсе да, мысалы бағана әңгіменің басында айттық қой, миға бір бағыт бағдар беріп тұрсаң, ол қайда бару керек екенін түсінеді, ана пустота емес, нақты бір жолы бар болады да, сол арқылы нейрон түзеді деп, жаңа нейрондарды. Холодильник деген техника, ол енді аты холодильник па, емес па, өзім сөйтіп атап алғам мен. Ол өзім көп нәрсе маған былай түстегі аян сияқты болып отырамда, особенно бір жерде отырған кезде сол нәрсе маған келеді да, ойларшы, сен тәкүлнар, давай мынандай қылайық, давай мынандай техника қылайық деп өзімен өзім сөйтіп кетемін да мен. Вау, мен мынандай проработка таптым депші. Мүмкін оны бір кітаптарда жазып жатқан шығар, біреулер істеп жатқан шығар. Сондай нәрсенің біреуі бұл жаңағы армандар картасы деген бір нәрсе бар да. Сол армандар картасын көп адам күледі, көп адам иығынан күліп пысқырмай жаңағыдай қарайды. Бірақ та бұның колоссальный әсері бар миғашы, нейронға. Армандар картасын жасайсың, ол жасаудың өзі бір бөлек дүние, оның өзінің бір ішкі әдептері бар деген сияқты, методикалары әдептер емес. Сосын оны жасағаннан кейін міндетті түрде холодильникке ілу керек. Немесе төсегіңде жатқан кезде енді потолокқа қарап жататын адам жоқшы, қабырғаның біреуіне қарап ұйықтайсың да. Есікке ма, былай ма, қырынан. Бір қайғырыңа үнемі қарайсың, сол қабырғаға. Көзге көрінетін жерге. Неге? Себебі мида мынандай процесс жүреді. Армандар картасы деген негізі ми үшін стресс. Ол бола ма, болмай, нафиг это надо, ол рас өтірік па, әйтеуір бір нәрсені осы шығарып жүреді дейді да, ми оны лақтырады бірден. Керек емес. Қауіпті бұл. Қауіпті зона деп лақтырып жібереді, ми бірден оны лақтырады. Бірақ мидың өзін қауіпсіз, тыныш, күшті қазір бүйтіп вожделеть етіп, мен қазір осыған жетем деп сезінетін бір кезі бар. Бұл сен холодильникке барғанда міндетті түрде тамақ жейсің. Сен тамақ жеу үшін ашасың ананышы.
көрдіңіз ба? Яғни ең ми үшін күшті бір орын тамақ жеп қазір сені тойдыратын, саған энергия беретін, қоректендіретін бір жер бұл холодильник. Немесе сен жаныңды тыныштандырып, қазір саған ұйықтауға болады, бәрі нормально, давай ұйықтаймыз деп ұйықтататын, ол төсегің басы мысалы ше. Сол екі жерге қойған кезде байлап жіберу керек қой деп айттым ғой. Армандар картасын, яғни миға қауіпсіз болып тұрған программаны сен миға ең тыныштық, қуаныш сыйлайтын нәрсеге байлап жібересің. Түсіндіңіз ба? Сонда армандар картасының орындалу ықтималдығы жоғарылайды. Яғни армандар картасын жасағаннан кейін міндетті түрде холодильникке келу керек. Сосын бағана игра сияқты, ойын сияқты қарау керек дедім ғой. Мысалы, бір нәрсені жасаған кезде мен осыны результат көрсетіп осыны істеуім керекпін деп емес, ойын сияқты қабылдау керек. Болса болсын, болмаса көрем деген сияқты. Армандар картасын кейбіреулер бір жерге тығып қойып қарап жүреді. Альбомға тығып қойып қарап керек емес ол. Жаңа жасырып жүреді, көрінетін, және де сен оны арнайы бүйтіп қарап көретін жер емес, бүйтіп қарапшы. Байқамай холодильникке тамақ үшін барасың, бірақ сенің армандар картаңды көресің. Көрдің бе? Ми байқамай оны бейсаналаға жаза беру керек. Және ол сенің ең қауіпсіз, сенің ең қуанатын жеріңде тұру керек. Осы техника айтайын деген. Келген бір аян деп. Холодильник па? Иә. Жасайтын техника екен. Кейде мысалы ше, кейде арманды айтқан келмейді, ешкімге ол холодильникке жабыстырып қойса мен оны басқа біреулердің білгенін қаламаймын, мысалы. Бөлісе аласыз ба? Мысалы, қандай нәрсені білгенін қаламайсыз? Мысалы. Жалпы деймін да, жалпы мысалы, арманды егер олай холодильникке жазып қоятын болсам, мен басқа біреудің де көргенін, менің арманын біліп жүрген, оған жетпей жатып көргенін қаламаймын да, мысалға. Қорқыныш. Ол да қорқыныш па? Мен бұған жетпей қалуым мүмкін. Мені осы үшін келемей жүдеу мүмкін, бетіме басу мүмкін. Сосын ми жаңағы өзі жалқау дедік қой, ми жалқау, ми қорғайтын, адамды қорғап тұрады постоянно. Бірақ ми сенгіш қой, сосын. Сенгіш. Мен осыған көп ойландым, осыған байланысты. Себебі бізге бір жақсы нәрсе айтса, ми бірден сенеді соған. Бір қызық нәрсе болды Анталияда, осы биыл майда. Сол кезде бейтаныс әйел адам осындай бір ілімнің түрімен, жаңағы сандармен менің зерттеп көргенде 30-дан кейін, енді бір осыдан бір 2 жылдан кейін бүкіл әлемді аралайтын боласыз деген сияқты мағынада айтты маған осындай сөзді. Мен миым сенді соған. Сенгенде анандай бірден жаңағы гормондар, содан дофамин, содан қуаныш гормондары алады ғой ми. Сосын ол мидың бір түкпірінде қалды. Бірақ ол ойыма оралып тұрады жаңағы холодильник техникасы сияқты. Оны ойлайын деп ойламайсың, миың әрқашан соған сен бағыттап отырады. Сөйтесің деп еді ғой ана кісі, оны жасау керек деген сияқты. Ми осындай сенгіштік қабілеті бар. Сондықтан үнемі жақсы нәрсеге сенуді миға үйретіп отыру керек. Біз демек өзіміз таңдай аламыз ғой оны. Күнделікті киім таңдаған сияқты миға да қандай күйде, қандай дүниені енді 100% көңіл күйің керемет болып кетпесе де бір күннің ішінде әртүрлі эмоция кешеді адам. Бірақ осыған қайта-қайта кеп тұру керек қой. Бірақ сол жақсы бір ми еріншектігі сондай, бір жазайын деген дүниеңді жаздырмайды кейде. Ой, ертеңге қалдырайық. Келесі апта уақыт бар ғой, сол бір күн қалғанда жаза салмаймыз ба деген сияқты. Ми сені күнде осылай ми жолымнан тайдырып отырады. Сол кезде мен жаңағы жазатын дүниемді жазып біткеннен кейін мен миды алдауға көштім. Сон жазып біткеннен кейін мысалы бір алмай жүрген бір ай бойы шоколад жемей жүрсем, сол шоколадты әкеп мен жеймін. Сосын ми алданады да келесі жолы ана бір соңында бір призы бар екеніне ми сенеді. Демек біз өзімізді миды емес, ми бізде емес, біз миды басқаратын қабілетке иеміз деген сөзбен аяқтағым келеді. Сіздер не түйдіңіздер? Біз осы сенің осы пікіріңе 100% келісуді түйдік десең. Осымен біздің номер 1 подкасттың кезекті саны аяқталды. Өте керемет
эмоциялар өте керемет әсер болды деп ойлаймын. Сіздерге де қызық болса, Гүлнар ханымның терапиясына жазылыңыздар және пікірлеріңізді күтеміз. Номер 1 болыңыз.